Сүйкімді әйел күйеуінің адалдығын көйлегінің сыдырмасын тістеп алғандай кейіп танытып тексереді. Ол бекіткішпен күресіп жатқандай кейіп танытты. Бәрі ол күткендей болды. Ол күйеуі бұрынғыдай оған әлі де қамқорлық жасайды деп ойлады. Бірақ ол күйеуінің ойы ол ойлағаннан әлдеқайда тереңірек екенін түсінбеді. Олардың үлкен қызы болса да, күйеуі оған қатты тәуелді болды. Әйелінің үйден шығып бара жатқанын көргенде, күйеуі оны мазақ еткендей кейіп танытты. Егер сенің әдемі киінгеніңде адамдар сенімен сөйлесіп жатса, сен үйленген адамсың деп айтуың керек. Білесің бе? Әйелі бұған мән бермеді. Ол жай ғана күйеуі оны мазақ етіп жатыр деп ойлады. Кешке досымен амандасу үшін екеуі шарап ішіп алды. Бірақ мен неге бір стақан шарап ішкенін түсінбеймін. Ол кенет мас болып қалды. Дәл осы сәтте оның қасына екі сұлу жігіт келіп, бірдеңе ішуді өтінді. Джи Йен бас тартқысы келді, бірақ оның жалғыз досы оны тоқтатты. Сондықтан ол олардан қай жерде ішетіндерін сұрады. Оған олардың көрші бөлмеде екенін айтты. Оның құрбысының қуанғаны сонша, не істерін білмей қалды. Бірақ Джи Йен онсыз да мас болған. Бірақ бұл ішімдік проблема тудырды. Ол оянғанда көрпенің астында жалаңаш жатқанын көрді. Оның басы бос еді. Ол күйеуінің төменгі қабатта таңғы ас дайындап жатқанын естігенше, ол қазірдің өзінде үйде екенін түсінді. Сондықтан ол тез киініп, баспалдақпен төмен қарай жүгірді. Ол күйеуі мен қызын көрді. Оның жеңілдегені сонша, бұл елес емес еді. Бірақ ол кеше үйге қалай жеткенін есіне түсіре алмай, күйеуінің бетіне қарады. Бірақ ол әдеттегідей оған су құйып берді. Бірақ бір қызығы, ол сақинаны дәл алдына қойды. Джи Йен кеше түнде оның үйге қалай жеткенін сұрағалы жатыр еді. Осы кезде кастрюльдегі су қайнап кетті. Күйеуі оны жасырғысы келді ме, әлде жай ғана кейіп танытты ма, білмеймін. Ол жай ғана оның сұрағына жауап бермеді. Ол асығыс қызының сөмкесін алып мектепке апарды. Ол күйеуінің жоғалып кеткенін білмеді. Джи Йен диванда жатты. Ол өзі де байқамай ұйықтап қалды. Кенет оның ұялы телефонының қоңырауы оны оятып жіберді. Оның ұялы телефонында оннан астам қабылданбаған қоңыраулар болды. Олардың барлығы осы жұптың заң фирмасынан болды. Ол асығыс қайта қоңырау шалды. Ол күйеуінің бүгін кеңседе жоқ екенін түсінді. Ол оған телефон арқылы хабарласа алмады. Ал бүгін өте маңызды сот отырысы өтеді. Оның ойлануға уақыты болмады. Ол сот отырысына асықты. Өйткені ол тұрмысқа шыққанға дейін прокурор болған. Жолда ол жалға алушыны абайсызда көлік қағып кетіп қаза тапты деген іс туралы оқыды. Күдікті Ким Юн Сун, құрылыс салушы Ким Шин компаниясының қызметкері. Куәгер жәбірленушінің көліктің алдынан жүгіріп шығып, жол көлік оқиғасын тудырғанын айтты. Бүгін куәгердің сотқа келетін күні осылай болды. Джи Йен сотқа дер кезінде келді. Бірақ Ким Юн Сун адвокаттардың ауысып жатқанын көргенде кенет қатты қобалжыды. Ол Джи Йеннің күйеуін өзінің қорғаушысы етіп тағайындады. Оның келе алмайтынын естігенде, арғы жақ көңілі түсіп жерге құлап кете жаздады. Осы кезде Ким Шин компаниясының басшысы Ма Чун мұндай маңызды істе адвокаттарды ауыстырмау керек, деді. Джи Йен үнемі кешірім сұрауға мәжбүр болды. Оның айтуынша, бұл сот процесіне ешқандай әсер етпейді. Куәгер деп аталатын адамға келетін болсақ, Ма Чун оны До Джин Ву деп таныстырды. Сосын еңкейіп, оның құлағына сыбырлады. Сот процесі басталар алдында Ким Йеннің ұлы кенет жоғалып кетті. Өйткені айыпталушы сотқа келмеген, ал адвокат соңғы минутта ауыстырылған. Жазбаша арыз бере алмаған судья істі бір айдан кейінге қалдыру туралы шешім қабылдады. Бұл Джи Йен тарапы үшін жақсы мүмкіндік. Бірақ Ма Цан қанағаттанбайды. Қайтар жолда ол әріптесінен хабар алды. Күйеуі бұл кәсіппен айналысқысы келмеді. Менің әріптестерім бұл туралы көп білмеді. Джи Йен бағдаршамда күтіп тұрғанда жүргізушінің қолындағы көк пачты көрді. Маған жолаушылар орындығында бір әйел отырғанда көрінді. Оның бұл туралы ойлануға уақыты болмады. Сондықтан ол оның артынан жүгірді. Және шарасыздықтан көрші көлікке қарады. Ақырында ол жүргізушінің қалпақ кигенін, ал күйеуінің дәл осындай қалпақ кигенін көрді. Бірақ ол оған жақынырақ қарағысы келгенде, жүргізуші кенеттен аллеяға бұрылып кетті. Ол асығыс оны тырнап алды. Ол тек жүргізушінің кетіп бара жатқанын бақылай алды. Бақытымызға орай, Джи Йен көліктің нөмірін жаттап алды. Ол заң фирмасына қайтып келгенде, күйеуінің телефоны әлі жауапсыз қалды. Джи Йен Ким Йеннің ұлы мен оның күйеуі арасында байланыс орнатпай тұра алмады. Ол күйеуімен күні бойы байланыса алмады. Сонымен қатар, Ма Чун оны табуды талап ете берді. Сондықтан ол досының нөмірін терді. Мен одан кеше түнде не болғанын сұрадым. Оның қасына сөйлесу үшін екі жігіт келген екен. Олар төртеуін ойнап жүрген. Джи Йен күйеуіне телефон соғып, келуін өтінді. Джи Йен егер олар шектен шығып кетсе, күйеуі ашуланады деп қорықты. Оның досы кеше түнде жыныстық қатынасқа түспегенін мойындады. Сондықтан оған алаңдаудың қажеті жоқ. Телефонды қойған соң, ол көліктің магнитофонындағы жазбаны тексерді. Ол шынымен де күйеуінің оны үйіне апарып жатқанын көрсетті. Бұл жерде бәрі біртүрлі болып барады. Неліктен күйеуі себепсіз жоғалып кетті? Дәл осы сәтте Джи Йен Ким Йеннің ұлы оның есігіне келе жатқанын көрді. Сосын оның артынан көлік келді. Оның қорқып кеткені сонша, ол қашып кетті. Көлікті басқарған адам Ма Джонгтың хатшысы болатын. Хатшы Джи Йеннің күйеуімен қашан байланыса алатынын сұрауға келді. Келесі күні жаңалықтарда түнделде болған ауыр жол апаты туралы хабарланды. Жүргізуші, жасы 30-дан асқан ер адам қаза тапты. Джи Йен күйеуі қайтыс болды деп қорықты. Ол бірден оған телефон соқты. Әлі жауап болмады. Осы кезде Ма Чундан қоңырау түсті. Джи Йен оған күйеуінің әлі оралмағанын айтуы керек еді. Ол кісі көп нәрсемен айналысып жатқанын айтты. Ол оны тезірек табу керек екенін айтты. Джи Йен бәрін түсінеді. Ол Ким Йен соның кешке қонаққа келгенін айтты. Бірақ Ма Чун оған алдымен күйеуін тауып ал деп айтты. Содан кейін ол хатшысына Ким Йен сонның басқа жоспарлары болуы мүмкін екенін айтты. Содан кейін директор қоңырау шалды. Ол оған фирманың бұзылғанын айтты. Тек барлық файлдар ретсіз болған жоқ. Күйеуінің кеңсесі мүлде қирап қалды. Ол полиция шақырды. Істі жүргізіп жатқан офицер Бек мырзаны Джи Йен бірнеше жыл бұрын билікті асыра пайдаланғаны үшін сотқа берді. Енді шегінуге тура келеді. Кенеттен банк президенті қоңырау шалды.
Джи Йен мен оның күйеуіне несиені қайтаратын кез келді. Мен фирманың 3 миллиард долларға жуық қарызы бар екенін білмедім. 3 айдан бері қызметкерлерге жалақы төленбеді. Коммуналдық төлемдер 6 айға кешіктірілді. Бірақ Джи Йен бұл туралы ештеңе білмеді. Бірақ ол жалақы мәселесін тезірек шешуге уәде берді. Сол күні түстен кейін Ким Юн Сун телефон соқты. Ол Джи Йеннан көмек сұрады. Олар эстакаданың астында кездесті. Ким Юн Сун Джи Йеннің күйеуі сатқын екенін айтты. Бірақ ол оны өлім жазасына кесті. Көлікті қағып кеткен ол емес екен. Ол Джи Йеннің күйеуіне сенгендіктен ғана кінәні өз мойнына алды. Бірақ ол кенеттен жоғалып кетті. Ол тыныштала алмады. Джи Йеннің күйеуі алаяқ заңгер. Куәгер До Джин Ву да жалған. Дәл осы сәтте оның артында кенеттен біреу пайда болды. Ким Юн Сун Джи Йен оған қоңырау шалып, оны сөзінде тұрмады деп айыптады деп ойлады. Содан кейін Ким Юн Сун асығыс кетіп қалды. Мотоциклші оның артында келе жатқан. Джи Йен олардың артынан көлігімен келе жатты. Осы уақыт ішінде ол Ким Юн Сунның айтқандары туралы ойлана берді. Содан кейін ол мотоциклді тоқтатты. До Джин Ву мотоциклші болған. Джи Йеннің оған қоятын сұрақтары көп болды. Бірақ До Джин Ву оған күйеуіне хабарласуға кеңес берді. Содан кейін жедел жәрдем көлігі Ким Юн Сун қашып кеткен бағытқа кетті. Содан кейін Джи Йенға полиция қоңырау шалды. Полиция қызметкерлері оған оқиға орнында күйеуінің жеке куәлігі табылғанын хабарлады. Көп ұзамай ол апат болған жерге келді. Жартаста тұрған Джи Йен полицияның мәйіттен құтылып жатқанын көрді. Ол сүрініп, денеге қарай жүрді. Ол бір қарағанда сақина саусағындағы неке жүзігін көрді. Джи Йеннің эмоциясы әп-сәтте сейіліп кетті. Бұл кісі өлтіру түні болатын. Оның күйеуі Хек Дже қиын шешім қабылдады. Ол көлігін жардың шетіне қойды. Содан кейін оның жеке басын куәландыратын заттарды жолаушылар жәшігіне салыңыз. Ол көлікті жартастың түбіне бағыттап, жақын арада өлім қаупін төндірді. Оның ата-анасы мен қайын енесі қылмыс орнына келді. Отбасы Хектің жоғалуын қабылдай алмады. Полицияның тергеуінен кейін дененің гендері Хукпен бірдей екені анықталды. Өлім уақыты 18 сағаттан аз болған деп есептеледі. Өлімнің себебі құлау соққысынан туындаған бас сүйегінің сынуы болды. Ол көлік қағып кеткен сәтте жоғалып кетті. Полицияның хабарлауынша, туыстары мәйітті алып кетуі мүмкін, бірақ өлімнің нақты себебін анықтау үшін мәйітті тексеру қажет болуы мүмкін. Бұл туралы естігенде қайын енесі бұған үзілді-кесілді қарсы болды. Ол ұлын жан түршігерлік өліммен өлді деп ойлады және оның денесін бүтін қалдыра алмады. Әйелінің мұңын көріп, мәйітті тексеруден бас тартқысы келді. Джи Йен одан мұны жасамауын өтінді және полициядан күйеуінің өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін екеніне сенбегендіктен мәйітті тексеру процедураларын орындауды сұрады. Бірақ қайын атасы заң фирмасы ұлының өзін өзі өлтіру туралы жазбасын тапқанын айтты. Сіздің қайын атаңыз ұлының өз-өзіне қол жұмсағанын мойындағаны анық. Содан кейін инспектор Бек ішке кірді. Джи Йен одан жоғалған күйеуін табуды өтінді. Бірақ ол іс қозғаудан бас тартты. Себебі ол жоғалған адамдарды іздеу бағдарламасына сәйкес келмеді. Джи Йен егер ол оны ертерек іздей бастаса, қайғылы оқиғаның алдын алар еді деп ойлады. Енді ол оның мәйітті тексергенін қалайды. Бірақ ол сөйлемді аяқтай алмай жатып, қайын енесі оны артынан ұрды. Ол Джи Йенге ұлының денесін ешкім бұзбайтынын ескертті. Содан кейін ол келінін мәйітхананың есігіне сүйреп апарды. Джи Йен Хектің қандай екенін өз көзімен көрді. Егер ол мәйітті тексеру керек болса, мен мұны істеймін деп қорқытты. Ішке кіріп, айналамызға мұқият қарайық. Содан кейін ол оны қатты итеріп жіберді. Джи Йен денесін жауып тұрған ақ матаға қараса, ол бала кезінде әкесінің басынан бір апат болған күнді есіне алды. Ол дәл қазіргідей көріністі бастан өткерді. Ол ақ матаны көтерген сәтте денесіне ақырын жақындады. Ол жақын адамынан 2 рет айырылу азабына шыдай алмай, Джи Йен әп-сәтте есінен танып қалды. Ол қайтадан көзін ашқанда, ол аурухана төсегінде жатқан еді. Оны ең жақын досы қоршап алды. Джи Йен бірдеңе дұрыс емес екенін түсінді. Ол жерлеу үйіне асығып бара жатқанда, күйеуінің денесі кремацияланған болатын. Ол жылап, қызметкерлерден кремацияны тоқтатуды өтінді. Өйткені күйеуінің өлімінің себебі әлі зерттелмеген. Бірақ оның жанында тұрған До Джин Ву мұның бәрін көрді. Кеше ғана кінәні өз мойнына алған Ким Юн Сун да қайтыс болды. Джи Йен тынышталды. Джи Йен күйеуінің өзіне өзі қол жұмсау туралы жазбасын ашты. Хек Дже өзінің қорқақ екенін мойындады. Ол қашуды жоспарлаған. Ол ерлі зайыптылар арасындағы келісімді орындай алмады. Өйткені артқа жол жоқ. Сондықтан ол әйеліне жақсы өмір тіледі. Келесі күні оған досы Джи Йен мен оның қызын жұбату үшін келді. Бірақ Джи Йен күйеуінің өз-өзіне қол жұмсағанына сене алмады. Олар 20 жыл бірге өмір сүрді. Күйеуін өзінен артық ешкім танымайтын. Ол оның өлімінің шын себебін анықтауға шешім қабылдады. Ол күйеуінің кеңсесіне барды. Ол ешқандай пайдалы дәлел таппады. Сол кезде директор Ким Юн Сунға қатысты сот процесі аяқталғанын хабарлады. Мен оның жол апатынан қайтыс болғанын естідім. Сондықтан сот бұл шешімді қабылдамау туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар, директор бұл істі Ким Шин Груп шешкенін айтты. Джи Йен бұл оңай емес екенін сезді. Сондықтан ол заң фирмасының қызметкері Ингюдан оны тексеру үшін Ким Юн Сунның үйіне баруын өтінді. Сол кезде оның артынан біреу келе жатқанын түсінді. Ингюи оны қуып жету үшін барын салғанымен ол қашып кетті. Бірақ ол қуғыншыны До Джин Ву деп таныды. Ингюи бұл туралы Джи Йенға айтты. Джи Йен бұл адамның Ма Джунмен жақын қарым-қатынаста болғанын есіне алды.
сондықтан ол Цин Син тобына жалғыз барды. Ол Ма Чжунға не болғанын білгісі келді. Ол Ким Йен Сонг өлді және енді ешқашан қиындық тудырмайды деп ойлады. Және компания бұл мәселені шешу үшін оған зейнетақы төледі. Чи Йен Ким Йен Сонның ауыл тұрғындарын басып жаншып жатпағанын және оның күйеуі До Джин Вуға бірдеңе істеуді бұйырғанын білгісі келді. Чи Йен До Джин Вудың қайда екенін сұрағанда, Ма Джи оның бетіне бір бума құжаттарды лақтырып жіберді. Ол сенің күйеуің қалдырған мәселелердің бәрі осы екенін айтты. Джи Йен екі адам қайтыс болды деп ойлады. Ол мұны оңай қалдырмайды. Ма Джун оған мұны қалайтынын білуді ескертті. Күйеуіңіз туралы неғұрлым көп білсеңіз, соғұрлым оны өзіңіз өлтіргіңіз келеді. Бірақ Ма Джун лифтке кірген бойда бастық телефон соқты. Ма Джун өз адамдарына тезірек қарайтынын айтты. Екінші жағынан, Джи Йен Ким Шиннің тобынан кетейін деп жатқанда шошып кетті. Бірақ ол хабарландыру тақтасынан Ким Юн Сунды ауыл тұрғынын өлтіргені үшін соттаған судьяның Мак Янмен сөз байласып жатқанын білді. Ол заң фирмасына қайта оралып, істі қарады. Бұл жағдайда бірінші болып Ким Юн Сун қайтыс болды. Содан кейін олар нағыз өлтірушіні ауыстырды. Жалған куәгер қайтыс болған екінші адамның күйеуі болды. Енді тек Джин Ву ғана қалды. Сондықтан Джи Йен оны бірден тауып алды. Джи Йен До Джин Вудың ақша үшін бәрін жасауға дайын екенін білді. Ол Ма Цзанның оны өлтіруге бұйрық бергенін жоққа шығара алмайды. До Джин Ву да онымен оңаша кездескен. До Джин Ву бұрында өлтіргенін мойындады. Ол мұның қаншалықты әсерлі екенін біледі. Сондықтан ол енді өлтірмейді. Барлық дәлелдер кесілді. Джи Йен досына ойында не бар екенін айтты. Ол күйеуімен Ким Юн Сонның өлімі Ким Шин тобымен қандай да бір түрде байланысты болуы керек деп ойлайды. Бірақ оның досы қандай да бір байланыс болса да, ол қандай болуы мүмкін деп ойлады. Ол Джи Йенға бір топ құжаттарды тапсырды. Хек Джа бұған дейін бірнеше рет банкроттық туралы арыз берген екен. Менің досым бұған кездейсоқ тап болды. Банктың ерлі зайыптылардың атына берген 3 миллиард вон несиесінен басқа, ол жоғары пайыздық мөлшерлемемен қаржы институтына 9 миллиард вон қарыз болды. Ол несие акулаларынан көп қарыз алған болуы мүмкін. Осы уақытқа дейін бұл қарыздардың барлығы Джи Юмға түсті. Менің досым Хектің өліміне күдік туғызатынын мойындады. Бірақ тереңірек үңілсек, оның мемлекет қаражатын жымқырып, куәгерлерді қолдан жасағаны анықталса, қайын атасының заңгер ретіндегі беделіне нұқсан келеді. Сондықтан менің досым Чи Йен шындықты мойындайды деп үміттенді. Сол түні Чи Йен қызын алып үйіне қайтып бара жатқанда босағадан жеткізуші тауып алды. Бір қызығы, жіберуші өз атына қол қоймаған. Ішінде талғампаз биік өкшелі туфли болды. Күйеуі оларға өлер алдында сыйлық ретінде тапсырыс берген. Ашық хат аяқ киім шкафын ұйымдастырудың маңыздылығын атап өтті. Джи Йен бірден бүкіл шкафты тінтіп шықты. Ақыры ол аяқ киім қорабын тапты. Аяқ киім қорабының ішінде қолма-қол ақша болды. Джи Йен сонымен қатар қораптан ондаған жазатайым оқиғалардан сақтандыру полистерін тапты. Оның күйеуі сақтандырылған, ол Чиге үйленген. Барлық бенефициарлар оның атына жазылған. Келесі күні Джи Йен бұл туралы қайын атасына айтты. Бірақ ол жерде тағы бірдеңе қалды ма деп уайымдады. Ол жерде басқа ештеңе қалмағанына сенімді болды. Ол ұлының сақтандыруды алдап, ақшаны қайтарып алмақ болғанына сенімді болды. Ол келініне мұрасынан бас тартуды бұйырды. Джи Йен ақшаға мән бермеді. Ол күйеуінің өлімінің шын себебін білгісі келді. Бірақ оның қайын атасы баласы өлмес бұрын бәрін реттеп қойған және ол өз өмірін қиған болуы керек деп сенген. Көп күндік тергеуден кейін Джи Йен күйеуінің адвокаттың этикасын бұзғанына сенімді. Оның өліміне ақша емес, ол білмейтін басқа нәрсе себеп болды. Олардың әңгімесін қайын енесі естіп қалды. Қайын атасы Джи Йенге шындықтың дұрыс емес болуы мүмкін екенін айтты. Оның ұлы қайтыс болды. Тіпті егер ол шындықты білсе де, ол өмірге қайта оралмайды. Осы кезде балабақша тәрбиешісі телефон соқты. Оның қызы ауруханаға түсті. Джи Йен дереу ауруханаға жүгірді. Бақытымызға орай, баланың жағдайы жақсы болды. Ол сәл ғана шошып кетті. Ол сыртқа жүгіріп шықты. Мұғалім оны дер кезінде ұстап алып тоқтатты. Ол үйге келгенде онымен сөйлескісі келді. Бірақ ол әкесін көргенін айтты. Джи Йен оның ұқсастығын көруі қалыпты жағдай деп ойлады. Өзіне ұқсайтын адамды көру қалыпты жағдай. Келесі жолы оны көргенде ол қашып кетпеу керек. Сол түні Джи Йенге бір жақсы дос ашылды. Ким Юн Сун компанияның ақшасын жымқырған. Сондықтан ол кінәні өз мойнына алуы керек еді. Содан кейін ол Хекке өзінің де жаман балалармен бірге екенін еске салды. Осыншама көп ақша қарыз болу азғыруына қарсы тұру қиын болса керек. Егер өзі үшін болмаса, ең болмағанда баласы үшін. Ол досының кеңесін алмақшы. Ол отбасының және баласының абыройы үшін күйеуінің өліміне қатысты тергеуден бас тартады. Алайда Джи Йен Хюктің заттарын сұрыптап жатқанда, ол кездейсоқ До Джин Вудың адам өлтіруге арналған файлын тауып алды. Оның күйеуі оның адвокаты болған. Кездейсоқ оның қайын атасы мен қайын енесі екеуі де Ким Йен И До Джин Вудың ұлымен таныс болған. Бұл До Джин Ву күйеуінің жағында екенін білдіреді. Джи Йен оған бірден қоңырау шалды, бірақ жауап болмады. Сондықтан ол дауыстық хабарлама қалдырды. Егер бұл шынымен күйеуінің адамы болса, ол оған шындықты айтқысы келеді. Сол кезде ұзақ күту басталды. До Джин Ву жауап хабарлама жіберді. Ол Чи Йеннан онымен кездесуін өтінді. Алайда До Джин Ву кездесу орнына енді ғана бара жатқан еді. Оны арнайы көлік кесіп алған. Ол тепе-теңдігін жоғалтып, жолдан құлап кеткен. Көліктегі адам оны жібергісі келмеді. Ол мылтығын жүксалғыштан суырып алды. Ол еш ойланбастан триггерді тартты. Бірінші оқ нысанаға тигеннен кейін өлтіруші қоршаудан секіріп кетті. Дәл осы кезде Джи Йен жол жиегінде тұрған көлікті көрді. Ол До Джин Вудың мотоциклін бірден таныды. Ол көлікті біраз қашықтықта тоқтатып, ақырын жақындады.
баштады. До Джин Ву қашуға бар күшін салды. Өлтіруші екінші рет оқ жаудырды. До Джин Ву белінен жарақат алды. Джи Йен оқтың дауысын естігенде шошып кетті. Ол кісі өлтірушіге полиция шақырсын деп айқайлады. Кісі өлтіруші оқиға орнынан қашып кеткен. Ол До Джин Вуды тапқанда, ол қан бассейнінде жатқан. Ол кісі өлтірушінің кім екенін сұрады. Бірақ ол оның күйеуі екенін айтты. Көп ұзамай жедел жәрдем келіп, оны До Джин Вуға апарды. Инспектор Бек Джи Йеннен Джи Йен көрмесе де, өлтірушінің бетін көрдің бе деп сұрады. Бірақ ол күйеуінің өліміне күдіктеніп қойған. Келесі күні инспектор Бек ауруханаға До Джин Вуға қонаққа келді. Ол ауруханадан қашып кеткенін білді. Көп ұзамай Джи Йенға хабарлама келді. Ол кеше түнде көрсетілген мекен жайдағы үйге барды. Есіктегі парақша Джи Йеннің назарын аударды. Онда Чонг қайырымдылық қоры деген сөздер жазылған. Джи Йен оны анықтау үшін қорға барды. Ол Чао Вонг қайырымдылық қоры мен Ким Шин тобының жағдайы төмен адамдарға көмек көрсету бағдарламасында бірлесіп жұмыс істеп жатқанын білді. Бұл қарттар мен үйсіздерге уақытша баспана беру бағдарламасы. Осы мекен жайда тұратын жігіттің есімі Ван Тайбат. Хек маған оны ұсынды. Ойен Сик деген тағы бір жігіт бар. Ол біреуге банк шотын қарызға берді. Ал банк оны бопсалады. Оны полиция іздеп жатыр. Джи Йен бірдеңе дұрыс емес деп ойлаған кезде, оған заң фирмасын заңсыз қудалау туралы хабарлама келді. Бақытымызға орай, детектив Бек мұны тоқтата алды. Джи Йен фирмаға қайтып келгенде, менің қайын атам бұл мәселені шешіп қойған. Ол қарызды өндіріп алушыға кепілдік берді. Ол полициядан маңайдағы патрульді күшейтуді сұрады. Ол қарызын ұлының сақтандыруымен өтегісі келді. Бірақ бұл күдіктің себебі Хек заңгер бола алмайды және өз-өзіне қол жұмсаудың жемісін бермейтінін білмейді. Джи Йен өз шешімін қабылдады. Ол күйеуінің өлімін тергеу керек. Сол түні оны қонақ бөлмесіндегі шу оятты. Ол пәтерді тексеру үшін орнынан тұрды. Бірақ ерекше ештеңе таппады. Ол су ішіп жатқанда артынан қара көлеңке жарқ етті. Үйге кенет бейтаныс адам кіріп келді. Ол Джи Йенға қатты соққы берді. Ол инспектор Бекке телефон соқты. Бірақ қауіпсіздік камералары ештеңе көрсетпеді. Үйден ештеңе жоғалған жоқ. Заң фирмасында соңғы тінту жүргізілгеннен бері ештеңе жоғалған жоқ. Ол ештеңе ұрлағысы келмеген сияқты. Инспектор Бек Джи Йеннің жағында қарым-қатынас бар деп күдіктенген. Сондықтан ол оған сұрақ қоя бастады. Инспектор Бек кеткеннен кейін Джи Йен үйге тағы бірнеше бақылау камерасын орнатты. Ол дәлелдемелерді талдап жатқанда есік қоңырауы соғылды. Джи Йен қызығып жанып кетті. Егер оқ атқан адам оның күйеуі болса, неге ол полицияға хабарламады? Джи Йен До Джин Ву оны басқа біреу деп қателескен болуы керек деп санайды. Ол сондай-ақ Ким Йеннің ұлының өлімі кездейсоқ емес деп санайды. Сол кезде До Джин Ву бұл туралы Джи Йенға айтты. Бірнеше күн бұрын үйіне қайтып келгенде, ол Хек жаға тап болды. Течу жеңінде төс белгісі бар жерде жатты. До Джин Ву Течуды мас деп ойлады. Сондықтан оған мән бермеді. Хек мерзімін ұзарту туралы өтініш беру үшін оны өзімен бірге алып кететінін айтты. До Джин Ву оған Течуды көлікке отырғызуға көмектесті. Содан кейін Мацзан До Джин Вуды ұрып тастады. Осы уақытта ол Течудің төс белгісін көрді. До Джин Ву бірдеңе дұрыс емес екенін түсінді. Ол қайтып келгенде Течу бірнеше күн бұрын жоғалып кетті. Сондықтан ол полицияға қоңырау шалды. Бірақ офицер оған қайтып келіп жаңалық күтуін айтты. До Джин Ву полиция бөлімшесінен жаңа ғана шығып бара жатып, жақын маңдағы Хекті көрді. Ол әлі де Течудің киімін киіп жүрді. Оның соңынан ерген кезде Хек жоғалып кетті. Фудзи мен Течудің мінездері өзгергені анық. Джи Йен күйеуінің мұны жасырғысы келетінін болжайды. Сондықтан ол Джин Вуды қуып жетеді. До Джин Ву Джи Йенға Течуды тапқан кезде шындықты білетінін айтты. Оның сөзін растау үшін Джи Йен денесіндегі гендерді қайта тексергісі келеді. Ол есікке келгенде аяқ киімді көрді. Джи Йен күйеуі үйге келді деп ойлады. Ол оның Ма Чжун екенін бірден түсінбеді. Ол ақшаны аяқ киім қорабынан тауып алды. Ол бұл жеткіліксіз деді. Анықталғандай, Ма Чжун ақшаны шешуді хаққа сеніп тапсырған. Ақырында 7 миллиард доллар қолма-қол ақша жоғалып кетті. Хёрли қайтыс болғаннан кейін көп ұзамай Ма Чжун оның жаман әдеті бар шығар деп ойлады. Әйтпесе оның осынша ақшасы болмас еді. Кетер алдында ол Джи Йенға ақшаны бір апта ішінде қайтарып беруін айтты. Әйтпесе ол оған жамандық жасайды. Содан кейін Мацзан қызының үйіне қайтатын уақыты келгенін айтты. Джи Йен бірден қашып кетті. Бұл Мацзанның ескертуі екені анық. Содан кейін Джи Йен күйеуінің үйіне барды. Ол күйеуінің үйсіз қалған 13 адамға көмектескенін білді. Көп ұзамай ол тізімді алды. Оның назарын Чой Бим Джун есімді адам аударды. Джи Йен тоқтамай заң фирмасына қайта оралды. Ол бір жобаға келісім шарт тапты. Оның құны 7 миллиард вон. Дәл сол кезде ол Мацзанның айтқанын түсінді. Ол неге 7 миллиард вон деді. Джи Йен Ким Шиннің компаниясына келді. Ол еш ойланбастан Ма Чжунның мәжіліс залына баса көктеп кірді. Ол тіпті бұл адамдарға шынымен де қарамады. Келісім шартты көрген сәтте Ма Чжун шошып кетті. Ол оларды мәжіліс залынан қуып жіберді. Джи Йен сайып келгенде бір кездері тәжірибелі прокурор болған. Ол 7 миллиард доллардың Ма Чжунның ақшасы емес екенін білді. Джин Ксин 7 миллиард долларды қолма-қол ақшамен үйсіз адамның шотына аударған. Бұл ақшаны жылыстатудың әдеттегі белгісі. Джи Йен Ма Чжунның мұны жалғыз өзі жасай алмайтынын біледі. Оның әшкереленгенін ескерсек, оның күші көбірек болуы керек. Дүрбелеңге түскен Ма Чжун келісім шартты бұзды. Ол ақшаның Джи Йенге еш қатысы жоқ екенін айтты. Мацзан әшкереленуден қорықпайтынын айтты. Бірақ оның аяғы дірілдеп кетті. Джи Йен оның қорқатынын білді. Сондықтан ол оған баласын тағы да қорқыта бастаса,
бұл оның баласын енді ешқашан қорқытпайтынын білдіретінін ескертті. Содан кейін Джи Йен До Джин Вуды тапты. Ол оған күйеуінің үйсіздерге көмектесуі қорлау екенін айтты. Оның басты мақсаты Ма Джи Йен үшін ақшаны жылыстату үшін олардың шотын пайдалану болды. Ол До Джин Вудың Чичуды іздеп жүргенін білді. Сондықтан ол Чичудың транзакция деректерін алды. Хек қайтыс болғаннан кейін Чичу ақшасын алатын бір ғана орын бар. До Джин Ву оны алмақшы болды. Бірақ Джи Йен оған айырбастауды ұсынды. Джи Йен оған күйеуінің әлі тірі екенін дәлелдеуді ұсынды. Джи Йен күйеуінің телефон нөмірін осылай таныды. Бірақ телефон жауап бермеді. Ол бір жұтым шарап ішкеннен кейін генетикалық тестілеу есебін ашты. Есептің мазмұны оны көзіне жас алды. Ол есепті алып, енесінен неге басқа адамдардың гендерін тестілеуге жібергенін сұрады. Біраз сөйлескеннен кейін қайын енесі мұны мойындаудан бас тартты. Оның күйеуінің телефон жазбаларын өшіруден басқа амалы қалмады. Оларда енесінің нөмірі жазылған. Содан кейін ол орнынан тұрып, мәселені талқылау үшін қайын атасына барды. Ол енесінің үрейленетінін күтпеген. Джи Йен қайын атасының бөлмесінің есігін итеріп ашты. Ол күйеуінің қайда екенін айту керек еді. Көп ұзамай Джи Йен келді. Содан кейін оның артында күйеуі пайда болды. Джи Йен оның әлі тірі екеніне таңғалды. Ол күйеуінің келе жатқанын бақылап отырды. Сол кезде ол жарылып кетті. Ол қалайша әлі тірі болуы мүмкін? Ол оны бір уақытта құшақтап алды. Бірақ кенеттен әйелі жауап берді. Ол одан көрген денесінің кім екенін және Чичуды өлтірген Ли емес пе деп сұрады. Күйеуі оның мұны істемегенін жазықсыз түсіндірді. Мен оны ауруханаға апардым, себебі ол мас болған. Бірақ ол жолда қайтыс болды. Оның тыныс алу жолдарының сал ауру болды. Ауруханада оған ішуге тыйым салынды. Әйелі әлі ештеңе түсінбеді. Ол күйеуінен мәйітті не үшін ауыстырғанын сұрап, оның өлгенін айтты. Күйеуі мұны істеуге мәжбүр болғанын түсіндірді. Ол курортты салу үшін Махджон компаниясымен бірге жұмыс істеу керек еді. Бірақ ол 7 миллиард долларды жасырын түрде жымқырғанын түсінбеді. Ол бұл ақшаны жылыстатқысы келді. Содан кейін бәрі бақылаудан шығып кетті. Ол менің мойнымнан ұстап алды. Ол мені әртүрлі нәрселерді жасауға мәжбүрлей бастады. Соның ішінде курортта жол апатынан қайтыс болған қарт Парк мырза. Ол сондай-ақ өз компаниясының қызметкерінің пайдасына куәгер табуымды өтінді. Мен Джин Ву деген жігітті таптым. Бірақ бұл жігіт келісілген бағаны 500 миллион долларға дейін көтерді. Ол жұмысты аяқтау үшін ымыраға келді. Сотқа дейін мен бұл туралы неғұрлым көп ойласам, соғұрлым ол дұрыс емес болып көрінді. Сондықтан мен өз қателігімді қайталамау үшін өз өлімімді қолдан жасауды шештім. Бірақ менің әйелім оның До Джин Вуды неге атып тастағанына таңғалды. Күйеуімнің басқа түсіндірмесі бар еді. До Джин Ву менің әлі тірі екенімді білді. Ол мені тағы да қорқытып, көбірек ақша сұрады. Үрейленіп, До Джин Ву өзін өзі атып өлтірді. Сондықтан ол менің әлі тірі екенімді білсе де, мені полицияға хабарламады. Бірақ әйелімде әлі де сұрақ бар. Анаң сен туралы неге біледі? Төтенше жағдайға байланысты күйеуі мұны жеңіл айтты. Анам менің қылмыс жасаған жеріме ең жақын болды. Сондықтан мен одан маған көмектесуін сұрауды жөн көрдім. Мен әдейі үйде 500 миллион доллар қалдырдым. Сенің ақылыңмен бұл лас ақша екенін түсінуің керек еді. Сондықтан сен Маджунды ала аласың. Сақтандыру ақшасына келетін болсақ, мен шынымен қорқамын. Егер бір күні Маджун мені шынымен өлтірсе, сен әлі де үлкен төлем аласың. Күйеуі оған бәрін түсіндіріп бергенімен, ол күйеуінің енді оған бейтаныс болып қалғанын сезді. Сондықтан ол орнынан тұрып кеткісі келді. Күйеуі оған тынышталуын айтты, өйткені ол құпияның ашылғанын қаламады. Екеуінің бірге шығарған шуын қасынан өтіп бара жатқан таза адам естіді. Олар біреудің есікті қағып жатқанын естігенде, олар шошып кетті. Бақытымызға орай, қолында тамақ ұстаған таза адам үйге кірмеді. Әйелінің көңілі қалғанын немесе оған сенбейтінін білмеймін. Сондықтан күйеуі оған маңызды флеш-диск сыйлады. Бұл сені және қызыңды қорғай алатын соңғы қару. Енді ол тек Чичу сияқты өмір сүре алады. Сосын артына қарамай кетіп қалды. Бірақ дәл қазір До Джин Ву шарасыз күйде. Полиция Хюгті тауып алу үшін ол сол түні оны атып өлтірген Чичу болды және ол қашып кетті деп өтірік айтты. Маған сенбесең барып қараймыз. Көп ұзамай ол инспектор Бекті қала сыртына алып шықты. Электр қуаты мен су төлемдерін тексеріп жатқанда мен олардың пайдаланылмағанын байқадым. До Джин Ву оған бұл туралы еске салды. Бұл жер тым таза. Бұл жерде біреу үй шаруасымен айналысып жатқан сияқты. Қараңдаршы, олар Чичуды қалай іздеп жүр. Өтіп бара жатқан таз жігіт оған кеше тағы бір қыз әкелгенін еске салды. Ол қандайда бір ойын ойнап көп шу шығарды, бірақ оны тіпті мазаламады. До Джин Ву мұның нені білдіретінін түсінді. Сондықтан ол Чиенді іздеуге кетті. Ол одан күйеуін көрдің бе деп сұрады. Бірақ Чиен мұны жоққа шығарды. До Джин Ву бұл жұптың бірге жұмыс істейтінін білмеді. Бақытымызға орай, оның полицияға қоңырау шалуға ақыл ойы бар еді. Олар Чичуды немесе Хек Чені тауып алатынын көрейік. Әйелі қорқып кетті, бірақ ол әрекет етудің уақыты келгенін білді. Бірақ Джи Хен қызының келесі күні нысанаға алынатынын түсінбеді. Бақытымызға орай, кенеттен көлік өтіп кетті. Бұл кісінің қолынан ештеңе келмеді. Ол оның мұғалім және қыздың көршісі екенін білді. Мұғалім қызға алдымен көлікке отыруын айтты. Анасы келе алмады. Қыз ештеңеден күдіктенбей мұғалімнің көлігіне отырды. Бірақ ол мұғалімнің жаман жігіт екенін білмеді. Ол сол жаман жігіттен де жаман болды. Бірақ қыз олардың қасында жарты күн бойы оны күтіп тұрған жағымсыз адам тұрғанын түсінбеді. Есік алдында жалғыз тұрған қызды байқап, ол әрекет ете бастады. Ол мен баланы осындай отбасында дүниеге келгені үшін кінәлаймын деп ойлады. Көп ұзамай анасы үйіне қайтты. Ол қызының жылап тұрғанын көрді. Тіпті бір жігіт оған кәмпит ұсынып қойған. Ол көліктен түскенде ер адамның қолынан кәмпитті қағып алған. Және бұл адам оны жұбату үшін шынымен келді. Менің қызым да басқа ағамның 4 күннен кейін анам мені тастап кететінін айтқанын айтты. Анам біраз абдырап қалды. Артындағы адам мүйізін үрлегенше
ол мұның нені білдіретінін түсінбеді. Бұл Ма Чжунның адамдарының бірі еді. Ма Чжун Джи Йенге $6.05 беруін айтты. Бір апта ішінде $1 миллиард. Әйтпесе ол жазаланады. Бірақ бүгін ол жаңа ғана қайтыс болған күйеуін көрді. Ол 5 центтен $6 бермеу керектігін айтты. Миллиард. Өйткені бұл лас ақша. Егер ол оны бермесе, ол ештеңе істей алмайды. Біріншіден, ол полицияға арыз беруге батылы бармайды. Екіншіден, сен оны берсең де, ол сені жібермейді. Өйткені Ма Цзан кез келген нәрсені істей алатын қатыгез адам. Ол үйден шығарушыны ұрып соғып қана қоймай, оны жібермейтінін көргенде, оны жаншып өлтірді. Көліктегі көмекші әйелдің қорыққаны сонша не істерін білмей қалды. Ол жедел жәрдем шақырғысы келді, бірақ Ма Цзан оны тоқтатты. Содан кейін ол күйеуі Джи Йеннен көмекшісін кінәні өз мойнына алуға көндіруді өтінді. Компания оның жымқырғанын ұмытады. Ал Джи Йеннің күйеуі заңгер. Ол оны қорғауға көмектесіп, оның пайдасына куәгерлерді таба алады. Бірақ көмекшісі жол апатынан қайтыс болды. Күйеуінің көлігі жартастан құлап, örтеніп кеткен. Бірақ До Джин Ву күйеуінің әлі тірі екенін түсінді. Бірақ оның ағасы Тичу жоғалып кетті. Бірақ Джи Йен ештеңе білмейтінін айтады. Өйткені ол сол сәтте Ма Чжунның қоқан-лоққы жасаған мәтіндік хабарламаларына төтеп бере алмады. Оны алтауын беруге мәжбүр ет. $5 миллиард. Әйтпесе қызыңды 4 күн көрмейсің. Ол прокурордың досын ертең бос емес екенін еске салу үшін кешкі асқа шақырды. Сосын ақшаны қайтаруға 1 күн қалғанда Ма Цзанды тауып алды. Ол бұл әйел ақшаны қайтару үшін осында келді деп ойлады. Ол Джи Йеннің үстінен шағым түсіреді деп күтпеген. Ол оны жесірдің үйіне басып кіргені үшін сотқа беріп, $7 миллиард шығын талап еткен. Джи Йен, егер сен істі жеңіп алсаң, мен саған бұдан былай қарыз болмаймын деді. Ма Цзан оған сенің не істеп жатқаныңның маңызды емес екенін еске салды. Егер сен ақша алмасаң, сен де солай істейсің. Джи Йен бұған мән берген жоқ. Келесі күні сот отырысына дейін Джи Йен Ма Чжунға қарсы $7 миллиард сот ісін қозғады. Судья үйді бұзып, кіріп кеткені үшін неге сонша көп ақша төлеуге мәжбүр болды деп ойлады. Бірақ ол Джи Йен өзі басып өтіп, бір адамды өлтірген қираған үйдің қауіпсіздік камерасының жазбасын қосады деп күтпеген. Енді Ма Цзан дүрбелеңге түсті. Сондықтан Джи Йен оның сотқа жүгінуін қалады. Ол оның сотқа жүгініп, қасақана кісі өлтіргені үшін кінәлі екенін жариялауын қалады. Хёрле кездейсоқ бірдеңе қалдырған болып шықты. Ол күйеуімен жасырын кездесіп жүргенде жақын жерде жүк көлігі тұрған. Күйеуі оған менің бандаммен күресу үшін диск берді. Көп ұзамай азаматтық іс қылмыстық іске айналып, прокуратураға жіберілді. Мен күйеуімнің қайтып оралуын күтіп, кінәсін мойындаймын деп ойладым. Бірақ көршім мені үйіне түскі асқа шақырады деп ойламадым. Джи Йен не болып жатқанын сұрамай келісті. Ол көршісі Хен Чжудың қой терісін жамылған қасқыр екенін де білмеген. Бір қарағанда, ол бір топ адамды үйіне шақырған көрінеді. Бірақ шын мәнінде ол Джи Йеннің қырағылығын төмендеткенін қалады. Содан кейін ол ризашылық білдіру үшін барлығына шағын сыйлықтар дайындады. Бірінші, ол 4 сыйлық дайындады. Бірақ Джи Йенге бірде-бір сыйлық бермеді. Ол Хен Чжудан оған ерекше сыйлық дайындайды деп күткен жоқ. Бұл бәріне десерт болды. Бірақ Джи Йен оны ашқанда, ол жоғалтқан және тапқан $500 миллион қолма-қол ақша болып шықты. Бірақ Ма Цзан оларды алған жоқ па? Көп ұзамай оған досы қоңырау шалып, Ма Цзанның түрмеде қайтыс болғанын хабарлады. Хен Чжудың жүзінен оның бұған көп қатысы бар екені көрініп тұр. Ол бір топ адамның назарын аударған соң, ол дайындаған сыйлығын алып шықты. Джи Йен оны алып, оның күйеуі екенін түсінеді. Ол Акеджи. Ол Хен Чжу бұл туралы қайдан білгеніне таңғалады. Ол Ма Чжунның адамдары Хен Чжудың бұйрығын орындап жатқанын түсінбеді. Ол күйеуінің байланған видеосын көргенше, әйелі олардың не істеп жатқанын түсінді. Джи Йен бірден Ма Чжунды түрмеде өлтірген адам деп ойлады. Хен Чжу мұны жоққа шығармай, жай ғана мойындады. Ол тек Джи Йеннің сүйік жасай алмаған нәрсені аяқтағанын қалады. Ол қайтып келгенде бірден күйеуіне телефон соқты. Бір қызығы, бұл жолы ешкім жауап бермеді. Бірақ қоңырау үні пакеттің ішінен шықты. Оның бұл туралы жаман сезімі болды. Ол пакетті ашқанда, оның ішінде күйеуінің ұялы телефоны бар, таныс сыйлық қорабы бар екен. Күтпеген жерден оның телефонында және күйеуінің ұрып соққаннан кейінгі суреттерінде қан дақтары байқалғаны белгілі болды. Енді ол бір орында отыра алмай, Хен Чжудың үйіне қайта барды. Бірақ Хен Чжу одан сөмкесіндегі ақшаны уәде еткен адамға беруін өтінді. Джи Йен ақымақ емес. Күйеуінің қайтыс болғанын білгісі келеді. Көп ұзамай оны көлікпен алыс жерге алып кетті. Содан кейін ол күйеуін қалағанда көрді. Қазір оның көкейінде көптеген сұрақтар бар. Хен Чжу деген кім және оны Ма Цзанмен қандай қарым-қатынаста байланыстырады? Күйеуі оған Хен Чжудың сөзіне сенбеуді ескертеді. Ол айтқанының ешқайсысын істей алмайды. Қашып кеткен дұрыс. Ерлі зайыптылар бірнеше сөз айта алмай тұрып, ажырасуға мәжбүр. Осындай азаптауға ұшыраған күйеуіне қарап, әйелі өлімді көріп, оны қалай құтқара алмады? Сондықтан ол Хен Чжудың бұйрығын орындап, бала болып жұмыс істеуге кетті. Ол қараусыз қалған зауыттағы келісілген жерге барды. Оның ішінде адамдар оны күтіп тұрған. Мен бұл қиын мәміле болады деп ойладым. Бірақ мен екінші тараптың тек соманы есептейді деп күткен жоқпын. Ол сондай-ақ қазір бір қайықта екенімізді және болашақта бір-бірімізге көмектесуіміз керек екенін еске салды. Джи Йен оның қайтып оралмайтын жолға түскенін білмеді. Уәде етілгендей, ол күйеуінің түнде қайтып келуін тағатсыздана күтті. Кенет есіктің сыртында шу естілді. Ол қобалжып есікті ашты. Бұл оның шынымен күйеуі екенін түсінді. Оның жүрегі жараланып,
күйеуін үйге сүйреп апарды. Сол сәтте ол өзінің барлық істерінің оған тұрарлық екенін сезінді. Бірақ ол мұның бәрі қулық екенін түсінбеді. Өйткені Хен Джудың оған үлкен сыйы бар еді. Ақыры отбасы қайта қауышты. Олар бақытты болған кезде кенеттен Хен Джу оған видео жіберді. Ол бұл видеоны көргенде Джи Йен есеңгіреп қалды. Ол өлімнен қайта тірілген күйеуінің бұл ақымақ қылықтардан басқа амалы жоқ деп ойлады. Мен бүкіл отбасының жынды екенін түсінбедім. Егер бұл бейне болмаса, ол олардың мұндай ақылсыз болуы мүмкін екенін ешқашан білмес еді. Сондықтан ол қызының сүт беріп жатқанын көргенде Джи Йеннің инстинкті оны тоқтату болды. Ол сүтін төгіп, қызын құшағына алды. Оның бұл қылығына отбасы қатты таңғалды. Сондықтан оған тек сабырлы түрде бәрін түсіндіруге тура келді. Соңғы кездері қызының ас қорытуы қиын болды. Ол бірінші рет түнде күйеуімен төсек бөлісуге батылы бармады. Өйткені сол сәтте ол Джин Юның айтқанына шын жүректен сенді. Сенің күйеуің жаман адам. До Джин Ву әрқашан күйеуін табуға тырысатын. Джи Йен оған ақша керек екенін білді. Сондықтан ол оған бұл іске араласпауға кеңес берді. Бірақ До Джин Ву жай ғана бас тартты. Ол мұны мүлде ақша үшін жасамайтынын айтты. Ол Джи Йенге олардың келісімін орындау үшін Хекке тапсыруын айтты. Джи Йен қызық болды. Себебі күйеуі оған До Джин Ву тек ақша іздеп жүргенін айтқан. Сондықтан Джи Йен До Джин Вудан мәміленің не екенін сұрады. Ол оған бұл туралы күйеуінен сұрауға кеңес берді. Бірақ қазір оны ұрлап кетті. До Джин Ву оған сенбеді. Фукжаның таңқаларлығы соншалық. Оны ешкім ұрлап кетпес еді. До Джин Ву маған қызымды табуға көмектесуге уәде бергенін айтты. Сондықтан мен оның айтқанының бәрін орындадым. Мен оның менімен ойнап жүргенін білмедім. Ол кезде ол әлі де күмәнмен қарайтын. Көршісі Янжу оған видео жібергенше, ол жазықсыз Теджуды аяусыз ұрып, соғып қана қоймай, қайын енесі мен күйеуі оны өлтіру үшін күш біріктіріп қана қоймай, күйеуі де оған бұл туралы айтты. Ол мас Теджуды ауруханаға апаруға мейірімді болды. Бірақ ол жолда қайтыс болды. Мен оның күйеуі мен баласы оны жаңа тұлға алу үшін әдейі өлтіргенін білмедім. Ол енді күйеуін түсіне алмады. Сондықтан келесі күні ол Хен Джуды тапқысы келді. Ол одан неліктен күйеуінің өлтірілгені туралы бейнежазбаны өзіне жібергенін сұрады. Ол мені бірдеңе істеймін деп қорқытпақ болды ма? Хен Джу жанашырлық танытты. Өзін өзі тыныштандыру үшін ол бейнежазбаны микротолқынды пешке қою арқылы дәлелдемелерді жою туралы бастама көтерді. Ол бұдан былай бұл іске араласпайтынын айтты. Өйткені мен сенің күйеуіңді заңның қалай қамтитынын қадағалауға ғана жауаптымын. Хен Джу жай ғана отырып шоуды көргісі келді. Бірақ оның дұрыс емес адаммен проблемалары болды. Ол қайтып оралмайтын жолға түсті. Мен Джи Йен күйеуінен түнде полицияға берілуін сұрайды деп күткен жоқпын. Өйткені полиция Хек Джудың тірі екенін бұрыннан білген. Күйеуі әйелін қалай сендіруге болатынын білуге тырысты. Кенеттен қаскүнем пайда болды. Әйелі До Джин Вудың соңғы ісі туралы қарумен сөйлескісі келді. Күйеуі оның сөзін бірден бөліп, оның сөзіне сенуге болмайтынын айтты. Оның әлсіз екені көрініп тұр. До Джин Ву тыртығын көрсету үшін көйлегін көтергенше, ол мені үндемеу үшін және Теджуді іздеуді тоқтату үшін мені өлтірмек болды деп айыптады ма? Хек Дже әлі күнге дейін Теджу туралы ештеңе білмейтінін алға тартты. Дәл сол кезде оның әйелі видеоны көрсетті. Теджуді өлтірудің бүкіл процесін бақылап отырғанда анасы үрейленді. Фукджа До Джин Вуды үндеместен ұрып тастады. Ол мұның бәрін видеоға түсіріп алдым деп ойлады. Әйелі бұл видеоны маған көршісі Йен Чжу жібергенін айтқанға дейін ол Чженің көзі қанішер болып кеткенін айтты. Көршісі Хектің келетінін біліп, есікті де құлыптамаған сияқты. Мен Хёрли Юн Джуды өлтіреді деп ойладым. Мен бұл екеуі алдағы 2 сағатта бір-бірін бақылаусыз жейді деп күтпеген едім. Джи Йен и олардың мұндай қарым-қатынаста болғанын білмеді. Ма Цзэн өлер алдында олардың жай ғана қосалқы актер екенін айтқан екен. Олар сахнада біреуді ертіп жүру үшін ғана бар. Басқаша айтқанда, осы жұптың рөлін сомдау үшін. Көршілер Джи Йеннің күйеуінен бас тартқанын қалады. Бірақ олар Джи Йеннің ашушаңдығын елемеді. Ол газды басып, оларға тура соқты. Олар қорқақ, Джи Йен олармен бірге өледі деп күтпеген. Олар Джи Йеннің оларды қорқытпақ болғанын түсінбеді. Бірақ бұл жеткіліксіз болды. Ол гольф добын жерден көтеріп, күйеуіне бұршақ жаудырды. Бірақ күйеуі ақымақ емес еді. Ол әйелін қатты шапалақпен ұрды. Джи Йен оған дәл осылай жауап берді. Ол оны түрмеге жіберетінін айтты. Күйеуінің ашуланғаны сонша сөйлей алмады. Хен Чжу оған сенің кісі өлтіруге оқталғаныңды еске салды. Джи Йен қазір ештеңе айтқысы келмеді. Ол жай ғана сақинаны сабырмен шешіп алды. Екеуі де көршісінің жайбарақат көзқарасын байқамады. Күйеуі әйелінің кетіп бара жатқанын көргенде, оның құрдымға кеткенін түсінді. Сондықтан оған бастама көтеруге тура келді. Көршісі Хек Джуды қаһарлы әйелі үшін мақтайды. Хек Джу кісі өлтіру туралы бейнежазбаны әйеліне не үшін жібергеніне таңғалады. Хен Джу мұның қызғаныштан болғанын айтты. Хек мұны қызғаныш деп ойлады. Ол Хен Джудың қызғаныш туралы айтқан сөздерінің мағынасы тереңірек екенін түсінбейді. Хек Джу оған келесі жолы қалағанын істемеу керектігін ескертті. Біздің игі ісімізді бұзба. Бірақ Хен Джу осы мүмкіндікті пайдаланып, біздің жоспарымыз орындалмауы үшін әйеліңді сенімен қарым-қатынасын үзуге мәжбүрлегісі келетінін айтты. Келесі күні Джи Йен До Джин Вуды тауып алды. Ол оның күйеуін қызын іздеп жүргендіктен тапқанын түсінді. Ал күйеуі оған қызын табуға көмектесуге тырыспады. Адвокатқа біреуді табу оңай. Джи Йен оған бұрын соңды кездеспеген қызын табуға көмектесті. До Джин Ву оған осы жақсылығы үшін риза болды. Джи Йен одан көршісімен күйеуінің қарым-қатынасы туралы сұрағанда, До Джин Ву бұл туралы білетінін айтты. Бірақ ол Йен Джудың Хекті ұрлап кеткенін білгенде,
мен олар ажырасып кетті деп ойладым. Мен мұның жай ғана сылтау екенін түсінбедім. Мен барып қызымды қайтарып алғым келді. Бірақ балалар үйі маған сәбидің қазір бақытты екенін айтты. Сондықтан мен риза болдым және оны алып кетпедім. Өз кезегінде мен сізге Хекпен күресуге көмектесуге дайынмын. Содан кейін ол конвертті өкілеттігі бар тілшіге әдейі берді. Джейн күйеуінің жалған өлімі туралы шындықты жариялауды жалғастырды. Бұл жаңалық бүкіл әлемге тарады. Ең қиын сәтте әйелі не істегенін мойындады. Ол күйеуіне жасырмауды бұйырды. Бұл бала үшін жасалса да, ол мүмкіндігінше тезірек полицияға тапсырылуы керек. Әйелін теледидар алдында бақылап отырғанда, ол оны арандатып келуге мәжбүр етті. Күйеуі біраз уақыт есінен танып қалды. Бірақ ол Хен Чжу оған жаман ой айтады деп күтпеген. Содан кейін ол Хекке флеш диск сыйлады. Барлық жаңалықтарда оның күйеуі жаңа ғана қайтыс болды деп жазылған. Әйелі шыдай алмай, жас жігітпен ұйықтап қалды. Бұл екеуі біздің үйде бірнеше рет кездескен. Үшеуі күйеуінің өз қолтаңбасын қоюға деген ұмтылысын талдады. Олар өздерінің басқа мақсаттары бар екенін сезінді. Олар уақыт сатып алуға тырысатын сияқты. Мүмкін әйелі полицияға Ен Жудың оған жіберген видеосын берген шығар. Бұл күйеуі мен баласының жоғалып кеткен Теджуға қатысты зорлық-зомбылық жасағанын дәлелдейді. Жартастан құлаған күйдірілген дене Теджуға тиесілі болуы мүмкін. Бірақ ол күйеуінің көпшілік алдына шығады деп ешқашан ойламаған. Ол тіпті полицияға өзінің құрбан болғанын айту үшін барған. Полиция одан Теджуды не үшін өлтіргенін түсіндіруін сұрады. Мен оның Мадзанның қорқытқанын айтқанын білмедім. Мадзан ақшаны жылыстатқаны үшін Теджуды аңдып жүрген. Ол мені Теджуға сусын беріп, келіссөздерге жіберуімді өтінді. Егер ол мұны жасамаса, мені өлтірер еді. Анам маған көмектесті, өйткені ол менің өмірім үшін қорықты. Біз Теджумен не болғанын білмейміз. Мұны естіген инспектор бек күлді. Ол барлық кінәні өлген Маджунға жүктеуге тырысады. Мен депрессияға түстім. Мен Мадзан маған зиян тигізеді деп қорықтым. Сондықтан мен досымның үйінде біраз тұрдым. Мен өлдім деп ойлайсың ба? Офицер бек араздықтан үнсіз қалды. Бұл сонымен қатар Хек жаға өзін әлемге таныту үшін өзінің жеке басын тамаша пайдалануға мүмкіндік берді. Ол үйге келе салысымен Ен Чжу екеуі келесі 2 күнде Теджудің алдыңғы компаниясының шотына ақшаны қалай аудару керектігін түсінді. Содан кейін ешқандай із қалдырмай, екеуі жаңа өмір бастау үшін елден кетіп қалды. Бірақ кетер алдында бұл әкенің ар ұжданы оянды. Ол қызын үлкен асқа шақырды. Ол тіпті қызын шетелде тұруды ұнатама деп сұрауға тырысты. Әйтеуір өз елін мақтан тұтты. Кенет қызы анасының өзіне жақындап келе жатқанын көрді. Бірақ анасы келгенде қызына үйіне қайтуды бұйырды. Ол тіпті күйеуінің бетіне де қарамады. Бірақ ол үйге келгенде қатты ашуланды. Ол әкесімен бірге барғысы келді. Ал әйелі оған бірдеңе болғанын түсінді. Бірақ мұндағы қарт төраға қасында отырған әйелдің оны қорлай бастайтынын білмейді. Бір қарағанда ол оған демеуші инъекция жасайтын уақыт келгенін еске салады. Бірақ оның істеп жатқаны профилактикалық инъекция емес. Дәрі-дәрмек күшіне енген кезде Ен Чжу өз шотын ашу үшін ескі төрағаның саусақ іздерін пайдаланды. Ол түні бойы азап шеккен. Ол мүмкіндікті пайдалануды шешті. Көп ұзамай ол 80 миллиард долларды сәтті аударды. Олардың сол кездегі жоспары бойынша олар ажырасып кетті. Хек Дже есепшоттағы ақша сомасын көрген соң бірінші күні шетелге кетеді. Бірақ көмекші билеттерді сатып алғанда оның қолындағы құпия сөзі бар қораптан көзін алмады. Олар ұшаққа отырғалы жатқанда Керли әдейі баяулады. Осы кезде біреу көмекшісін қағып кетті. Содан кейін мәселе туындады. Дәл осы кезде бір топ полиция қызметкері әуежайға баса көктеп кірді. Олардың онымен байланысы бар екені анық. Олар тез эвакуацияланды. Қызының сөзін естіген әйелі күйеуінің бірдеңе істеп жатқанын түсініп, дереу инспектор Бекке хабарласты. Ол күйеуінің До Джин Вуды мылтықпен атып жатқанын көргенін айтты. Және ол Теджудің жоғалып кетуіне жауапты болуы керек. Инспектор Бек одан не айтқысы келетінін сұрады. Ши Ен оған күйеуін әуежайда ұстап алуды бұйырды. Оның елден кету үшін Теджу есімін қолдануына үлкен мүмкіндік бар. Елден кеткен бойда оның басқа амалы қалмайды. Біз оның елден кетуіне жол бермеуіміз керек. Мұны естіген мен дереу әуежайға қайттым. Ши Ен мен До Джин Вудың басты адамы Чой Хо Сикпен кездесуі бар. Ол көрші тұратын басқарма төрағасының ұлы. Егер ол көршісі Ен Чжудың оны төраға деп атағанын көрмесе, ұлын оңай таппас еді. Күйеуінің елден кенеттен кетуіне байланысты ол Ен Чжу мен оның күйеуі ескі төрағаның ақшасын алған болуы керек деген қорытындыға келді. Бұл туралы естіген ұлы қаржы департаментіне қарттың ақшасын тексеруді тапсырды. Ал Ен Чжу Хек Ченің оған қулық жасап жатқанын түсінді. Оның ашуланғаны сонша, ол жерге барып оны іздегісі келді. Бірақ ол үйден шыға салысымен оны полиция тоқтатты. Оның жасырын ақша аударымы табылған сияқты. Ол ескі басқарма төрағасының компаниясының басқарушы директоры болып шықты. Ол ақша жымқырғаны және алаяқтық жасағаны үшін қамауға алынды. Мен мұнымен бітеді деп ойладым. Джи Ен жеңімпаз болып көрінді. Бірақ Хен Чжу оған 3 сөз айтты. Кім соңғы күлетінін көрейік. Джи Ен күйеуінің ойын өзгерткені туралы айтып жатыр деп ойлады. Бірақ Хен Чжудың бұдан әрі не істегені оны таңғалдырды. Әуежайда инспектор Бек Теджудің ұшақ билетін брондағанын білді. Демек, бұл адам ең алдымен Хек болуы мүмкін. Хек Джа қашып кетпекші болды. Оны До Джин Ву байқап қалды. Содан кейін қарапайым киім киген полицейлер қуып жіберді. Қуу түні бойы жалғасты. Бірақ қашу жолы оның алысқа жете алмайтынын көрсетеді. Онымен бетпе-бет кездесуден басқа қашатын жері жоқ еді. Бірінші, ол өзінің жеке басын Теджу ретінде өртеп жіберді. Содан кейін оның командасы келгенде, ол неге оның артынан келе жатқанын сұрады. Офицер Бек оған кейіп танытуды доғаруды бұйырды. Сіз Теджу деген атпен елден кетуді жоспарлап отырсыз. Солай емес пе? Мен оның не айтқанын түсінбедім.
сенің не айтып тұрғаныңды түсінбедім. Мен де Теджу үшін келдім. Оның осындай сенімділікпен сөйлеп тұрғанын көріп, До Джин Ву қасындағы пешті бірден аударып жіберді. Бірақ Хук шошып кетті. До Джин Ву жартылай күйіп кеткен төлқұжатын тауып алды. Бірақ ол кімнің төлқұжаты екенін айта алмады. Мен оның ең маңызды сәтте дәлелдемелерді жояды деп күткен жоқпын. Хек Джи жеңілдеп қалды. Бірақ бір қызығы, қамауға алынған Хен Джу Джи Хеннен оның адвокаты болуын өтінді. Джи Хен ақыры күйеуінің ұрлануының жалған екенін түсінді. Олар оны тапсырмаларды орындауға, мәмілелер жасауға және саясаткерлерге пара беруге мәжбүрледі. Олар оны ұстап алып, оны Хен Чудың қорғаушысы болуға келісуге мәжбүр етті. Хен Чу онымен жай ғана ойнап жүрген. Ол өзі үшін әділеттілік деп аталатын нәрседен бас тарта ма, жоқ па, соны білу үшін. Бірақ ол бастамас бұрын офицер Бек Хен Чудың үйіне қайтуға болатынын айтты деп күткен жоқ. Ким Шин Properties компаниясының үлкен ұлы істі тоқтатты. Джи Йен оның алданып қалғанын түсінді. Тіпті Хек Джи де онымен бірге қашқысы келген Хен Чуды түсіне алмады. Неге екінші тарап осындай үлкен қателік жіберіп, істен бас тартты? Мұның бәрін білмей, мұның бәрі ойын ішіндегі ойын. Хен Чу полиция бөлімінен шыққан кезде ол төрағаны үйіне апару үшін ауруханаға барды. Төраға оны ерекше жақсы көретіні дұрыс емес. Ол тәтті аузымен ескі төрағаны ашуландырды. Содан кейін Джи Йен оны теңізге қарауға апарды. Ескі төраға қазір жартылай есінен танып қалды. Бірақ ол Хен Джудың қолынан ұстап жібере алмады. Хен Джу оған жалт қарады да мұңын баса алмады. Мен саған әрқашан әкемдей қарайтынмын. Мен сенің маған мейірімді екеніңді білемін. Бірақ сен жынды болған кезде ғана, ал сен оянған сайын бірінші кезекте ұлыңды іздейсің. Менің ойымша, мен ешқашан туыстық қатынасқа түскен емеспін. Бірақ бұл маңызды емес. Бұл жақын арада бітеді. Төраға соншалықты ақымақ емес еді. Ол ақыр заманның нені білдіретінін жақсы білді. Түнде қайтып келгенде, Хек Джи оны үйде күтіп тұрғанын көрді. Шамасы, оның Йен Джуға қоятын сұрақтары көп болған сияқты. Ол ескі төрағаны тыныштандырғаннан кейін, Хек Джи төрағаның үлкен ұлы Чой Хосиктен істі неге тоқтатқанын сұрады. Неге менің әйелімді полиция бөлімшесіне адвокат етіп тағайындадың? Йен Джу оны соншалықты өршіл деп ұрсады. Егер сен менімен бірге қашқын келетін кейіп танытсаң, соған сәйкес әрекет етуің керек. Хок Джи дәл қазір бұл сұмдық махаббатқа мән бермейді. Ол жай ғана Чой Хо шик соттан оңай бас тартпайтынын және 80 миллиард долларды жұтып қоюға жол бермейтінін білгісі келеді. Сонымен, сіз бұл жігітпен қандай мәміле жасадыңыз? Хен Чу жаңа ғана терезеге қарады. Сондықтан ол жай ғана перделерді итеріп жіберді. Хек Джи бір нәрсені түсінді. Әрине, көшенің арғы бетінде оларға қарап тұрған қызын көрді. Оның қорыққаны сонша, ол бірден шетке тығылып қалды. Хен Чу оны қорқақтығы үшін ұрсып тастады. Сөйтіп жүргенде ол әдейі перделерді қайта тартты. Және бұл көрініс адамдардың қиялын елжіретеді. Менің қызым қазір небәрі 8 жаста болса да, қазіргі заманда балалар өз жасынан тыс дамып келеді. Осы кезде анасы қызының бақытсыз екенін көреді. Баланың анасынан әкесі неге үйге оралмағанын сұрауға ақыл ойы бар еді. Бір сыныпта анасы өтірік айтып, әкесінің әжесінің үйінде бірдеңе істеп жүргенін айтқысы келді. Бірақ қызы көршісінің үйін нұсқады. Ол әкесін көршісінің тәтесі ұрлап кеткенін айтты. Мен оларды жаңа ғана жоғарыда көрдім. Мұны естіген Джи Йен агрессивті түрде көршісінің есігін қақты. Хен Джу күйеуіңді менің үйімнің жоғарғы қабатында қалуға итермеледі. Мен полиция шақыруға ұяламын. Бірақ күйеуім өз еркімен келді. Джи Йен оны балалар алдында бір-біріңді қаншалықты жақсы көретіндерің туралы мақтанғаны үшін ұрсады. Хек Джи бұл балалардың көргені емес екенін түсіндірмекші болды. Кенет бізге Ду Чин Ву келді. Бірақ күйеуі оған ұқсағаны үшін күлді. Джи Йен араласқысы келмей, Ду Чин Вуды шетке тартып алды. Ал Хен Чу шоуды өзі де байқамай көре алмайтындай көрінді. Оның бет әлпеті Джи Йеннің күйеуі онша жақсы адам болмаса да, қайтып оралғанда өзін одан сайын ыңғайсыз сезінуіне себеп болды. Бірақ ол оның балалардың көзінше бұлай жасамайтынын біледі және олардың қашып кетуі мәселенің бар екенін білдіреді. Хек Джи қараңғыда ұсталған сияқты. Бұл Йен Джудың мақсаты ақша немесе қулық емес екенін білдіреді. Мақсат мен болуым керек. Йен Чу мен ескі төраға 2 жылдан астам уақыт бойы тату-тәтті өмір сүріп келеді. Ол әдетте оған құлаққап кигенді ұнатады. Ол бұл соңғы рет болуы мүмкін екенін білді. Ескі төрағаның алдын ала ескертуі бар сияқты және ол Йен Джуды бірден тоқтатты. Содан кейін ол бәрін ұмыт, үйленетін жақсы адам тап, деді. Ескі төраға Йен Джудың оған не істейтінін болжап үлгергені анық. Ол Хен Джуды кінәлаған жоқ. Оның орнына ол әдеттегідей құлаққапты киіп алды. Осы кезде Хен Джу бұдан былай өзін ұстай алмады. Ол иіліп тағзым етті. Өйткені ол мұны істеуі керек еді. Енді ол Хек Джимен жолын ажыратқаннан кейін ол торды жабуға дайын. Мақсатына жету үшін оған аяусыз болу керек болды. Жүрегінде ол қайсар болды. Ол өмір әлі алда болса, ескі төрағаның ақшасын қайтарғысы келеді деп ойлады. Джи Йен таңертең ерте Йен Чудың қимылын бақылай бастады. Бірақ бұл жолы көмекші көлігін ауыстырды. Сондықтан ол одан көзін алмай, оны видеоға түсіріп алатын. Көп ұзамай оның досы оған бұл Хен Чудың әкесі Хо Чеканның көлігі екенін анықтауға көмектесті. Джи Йен әрқашан бірдеңе дұрыс емес екенін сезетін. Оның досы Хен Чудың штаб пәтерге кездесуге барғанын білді. Ол мұны ескі төрағамен байланыс орнатудың жақсы мүмкіндігі деп ойлады. Бірақ ол До Джин Вудың соңынан ергенін білмейді. Ол үйге алғаш кіргенде біреу төрағаны итеріп жатқанын түсінді. Ал Йен Джу үйіндегі бейнебақылау камерасын бақылап отырды. Төраға кенеттен талмаға ұшырады. Ол жәшіктен дәрі-дәрмек шығарғысы келді. Бірақ оның жоқ екенін түсінді. Сондықтан оның артынан көлікке баруға тура келді. Ол көліктегі дәрі-дәрмектің бұзылғанын білмеді. Төрағаның онсыз да ауырып жатқанын көріп, оған укол салды. Қарттың қимыл қозғалысы бір түрлі болып кетті. Бұл көріністі үйдің сыртынан көрген ол Акет Дже аң-таң болды. Ескі төрағаға дәрі-дәрмектің енгізілгенін көрген Хен Чу оған жайбарақат қарай алмады.
Бірақ қарттың үлкен ұлы осы уақыт бойы Хен Чудың жүзін бақылап отырды. Бұл олардың бірлескен жоспары екені анық. Хек Дже ақыры екінші тараптың ескі төрағаны өлтіруді жоспарлап отырғанын түсінді. Кенеттен болған өзгеріс Хен Чуды қобалжытып жіберді. Хек Дже ескі төрағаның өлгенін қаламайды. Ол сондай-ақ Хен Чу мен оның ұлы арасындағы қарым-қатынас туралы білгісі келеді. Осы кезде осында келген До Джин Ву кездейсоқ осы көріністі дәл алдынан көрді. Екеуі бір-бірімен көздерімен сөйлесіп тұрды. Үлкен ұлы әкесінің қайтыс болғанын біледі. Бірақ бір қызығы есірткіні енгізген адамның қатты қорыққаны сонша, оның қолдары дірілдеп кетті. Түнде Хен Чу Чи Еннан оған жақсылық жасауын өтінді. Мен бірге тұратын қария қайтыс болды. Менің әкем оған инъекция жасағаны үшін кісі өлтірді деген күдікпен қамауға алынды. Өтінемін, әкемді қорға. Хен Чу мен сенің әкеңді неге қорғаймын деп ойлайды. Хен Чу одан мен сенің отбасыңды неге құртуға тырысып жатқанымды білгің келмей ме деп сұрады. Егер сен бұл істі қолға алсаң, шындық шығады. Ол Хен Чудың әкесімен кездесті. Ол Хен Чудың не істеп жатқанын білгісі келді. Алдынан әлгі адамды көргенде ыңғайсызданып қалды. Өйткені бұл адам оның нағыз әкесі. Ол есіне түскеннен бері әкесі оны анда-санда түнде үйінен алып кететін. Бірақ сол күні өзін оның әкесімін деп атайтын жақын досы оны шұғыл түрде іздеп жүрді. Сондықтан ол оны жаңа жерге апарды, бірақ ол өзінің бұл әрекетін түсінбеді. Мейірімділік күтпеген жағдайға әкелуі мүмкін. Джи Йен тұмандағыдай ұйықтап жатқанда, әкесі оған сен мен өлсем ғана өмір сүре аласың деді. Келесі күні полиция мәйітті тапты. Олар одан мәйітті анықтауды өтінді, бірақ ол оның әкесі екеніне келісті. Енді айтыңызшы, оның әкесі неге Хен Чудың әкесі болып шықты? Ол тіпті өзін қорғаушы етіп тағайындады. Ол Хен Чудың мұны ұзақ күткенін түсінбеді. Джи Йен Хен Чудың олардан кек алатынын біледі. Ол сол кезде болған оқиғаның шындығын білгісі келеді. Сонымен бірге куәгер ретінде Хек Дже мәлімдеме жасау үшін полиция бөлімінде болған. Ол кездейсоқ қылмыскер туралы ақпаратты оқып алған. Мен оның Хен Чудың әкесі ғана емес екенін түсінбедім. Ол тіпті әйелін қорғаушы ретінде жалдады. Ол бірдеңе дұрыс емес екенін сезсе де, бірақ кенеттен оның басына жаман ой келді. Содан кейін ол камерадағы Хен Чудың әкесіне қонаққа барды. Ол ең бірінші әкесінен қызы саған біз туралы айтып жатыр ма деп сұрады. Оның айтпағанын білгенде, Хек Дже сенің әкең мен қызың енді жақын емес екенін айтты. Ол мұны әкесі мен қызының арасындағы қарым-қатынасты қоздырғысы келгендіктен айтты. Содан кейін ол оқиға орнында жалғыз куәгер болғанын айтты. Мен сенің ешкімді өлтірмегеніңді білемін. Ал Хен Чу есірткінің бәрін дайындады. Мен сенің пайдаң үшін куәлік бере аламын. Егер сен мен үшін бір ауыз сөз айтсаң, мен саған кісі өлтірді деген күдіктен арылуға көмектесемін. Сен полицияға қызыңның саған не бұйырғанын айтуың керек. Хен Чудың әкесі салқын күлді. Хек Дже басқа жігіт оған сенбейді деп ойлап, менің әйелім сенің адвокатың екенін айтты. Мен міндетті түрде сенің жағыңда боламын. Қызының мұндай сұмдыққа ғашық екенін көріп, үндеместен кетіп қалды. Бірақ Хек Дже кенеттен бұл адамды бұрын бір жерде көргендей сезінді. Ол Хен Чу біреудің арқасынан пышақтап жатқанын білмейді деп қорқады. Джи Йен оған күйеуімнің кеше әкесін көруге кеткенін айтты. Ол мені кінәні саған артуымды өтінді. Хен Чу таңғалмады. Бұл сіздің күйеуіңіздің мінез-құлық стилі. Бір қарағанда Хен Чуға бәрібір. Бірақ шын мәнінде ол бұл мәлімдеме Хен Чудың бойын түзеп, өзіне назар аударуына себеп болғанын білді. Чи Хен үйге келгенде, ол үйде бір түрлі нәрсені байқады. Тіпті еденде ерлердің аяқ киімдері жатыр екен. Ол инстинктивті түрде қолшатырын көтерді. Егер оған басқа адам жүгірсе, ол қолшатырын ішіне тигізер еді. Бірақ ол оның күйеуі екенін түсінбеді. Оның көрші үйде тұратынын білесің ғой. Ал бұл жолы күйеуі үйге келіп, әйелінің сырын білді. Оның әйелінің басқа біреу екенін дәлелдеу үшін бір ғана сурет жеткілікті болды. Ол суретті шарға айналдырып, әйеліне лақтырып жіберді. Ол оны жақсы актриса деп айыптады. Сенің әкең өлген жоқ. Ол кезде сен мұңайып, анық ойлай алмайтындай кейіп таныттың. Мен қарыз жинаушылар сені тұңғиықтың шетіне итеріп жіберді деп ойладым. Мен сені үйге әкелгеніме өте мейірімді болдым. Мен тіпті ата-анамнан ақшаны төлеуге көмектесуін өтіндім. Үндеместен, менің әкем сенің қайтыс болған әкеңнің ақшасын төледі. Мен сені қандайда бір эмоцияны көрсетуге тым қатты толқып тұрсың деп ойладым. Мен сенің осы уақыт бойы кейіп танытқаныңды білмедім. Оны ұзақ уақыт бойы жасырудан жалықпадың ба? Мен өзімді жаман деп ойладым. Бірақ сен менен де жамансың. Ал Джи Йен егер ол жылдамдықты арттырмаса, оның алдында тұрған жігіттің абайсызда бірдеңе істеп жатқанынан қорқатынын сезді. Сондықтан келесі күні ол әкесіне барды. Ол оған өзінің лақап аты қасқыр екенін айтты. Мен сенетін нәрсемді қорғап, ар-ожданымды қорғайтын боламын. Ерте ме, кеш пе сенің жеке басың анықталады. Хен Чу да келесі қадамды ойлаған болуы керек. Сондықтан мен сол жылдың шындығын білгім келеді. Сен шынымен Хен Чудың әкесін өлтірдің бе? Джи Йен мойындағаннан кейін оның сезімдері әртүрлі болды. Әкесінің жауабы, ол оны шынымен өлтірмеген. Бірақ ол үйге келе салысымен көршісінің есігінің алдында тізерлеп отырды. Ол тек әкесі үшін ғана емес, өзінің білімсіздігі үшін де тізе бүкті. Мен Хен Чудың оларды неге сонша жек көретінін түсінемін. Сол кезде Хен Чудың әкесі мен оның әкесі үйде ішімдік ішіп отырған. Мен олардың үйдің сыртында төбелесуіне қанша уақыт кеткенін білмеймін. Хен Чудың әкесі оның ақшасын қайтарып беруін қалады. Ол оны қорқыту үшін жартасқа апарды, бірақ олар төбелесіп жатқанда Хен Чудың әкесі оның аяғын басып, тұңғиыққа құлап кетті. Егер ол найзағай кезінде құлап кетсе, ол өліп қалар еді. Бірақ ол әлі де оны табу үшін жартасқа келді. Сол кезде Хен Чудың әкесі әлі тірі еді. Ол дірілдеп тұрды. Ол орнынан тұрып, оны құтқарғысы келді. Бірақ қазір ол бүкіл өмірінің қарызын және емделу құнын өтей алмайды. Сондықтан ол тез ағып жатқан өзенге қарады. Оның басына аяусыз ой келді. Ол жеке куәлігі бар әмиянын ашып,
Иен Джудың әкесіне қойды. Ол басқа ештеңе істемеді. Ол жай ғана галстугінің көтерілуін күтіп, денесін суға түсірді. Осылайша ол өзінің жеке басын анықтай алмады. Бірақ әкесі оны өлтірмеген. Бірақ ол Иен Джудың әкесін жанама түрде өлтірді. 17 жасында Джи Иен ештеңе түсінбеді. Ол әкесінің ертең полиция сізге мәйітті анықтауға рұқсат беретінін айтқанын ғана есіне алады. Ол оның әкесі екенін айтты. Сондықтан Хен Чжу оларды жек көру керек. Бірақ күйеуі оларды одан сайын жек көреді. Әкесі мен қызы отбасын ақымақ қылды. Бірақ Хек Дже жек көрушілігінен гөрі $80 миллион көбірек алаңдайды. Ақша әлі күнге дейін Ти Чжудың алдыңғы компаниясында. Ол оны Хен Чжудан бұрын алуы керек. Ал егер Хен Чжу түрмеге түссе, оның $80 миллион оған тиесілі болады. Хек Дженің ақша үшін өзіне зиян келтіргісі келетінін білген Хен Чжу одан куәгер болуын өтінді. Хен Чжу одан куәгер болуын өтінді. Уақыты келгенде, ол сотта менің әкемнің ескі төрағаны өз көзімен өлтіргенін көргенін айтады. Хек Дже, сен маған әу бастан бір мақсатпен жүгіндің. Бұл мені Джи Иеннан кек алу үшін трамплин ретінде пайдалану үшін ғана. Сондықтан сіздің мақсатыңыз $80 миллиард емес. Иен Чжу, мен ақшаға қызықпайтынымды мойындаймын. Бірақ егер сен сотта менің пайдама куәлік берсең және қарт адамды түрмеге отырғызсаң, мен саған сенім хат беремін. Ал сен сол $80 миллион өзің аласың. Жақында ескі төрағаны өлтіру ісі бойынша сот процесі басталады. Бірақ мен Джи Иен Хо Чжу шынымен де сот процесі басталған бойда ескі төрағаны өлтіргенін мойындайды деп күткен жоқпын. Ол сондай-ақ қылмыстың барлық мән-жайларын мойындады. Иен Чжу мұндай нәтижені ешқашан күтпеген еді. Мен күтпеген нәрсе Джи Иеннің оның Чжудың жеке басы дұрыс анықталмағаны туралы мәлімдемесі. Менің қасымда отырған айыпталушы менің әкем На Сок Джин. Ол марқұм Хер Чжудың құжаттарын ұрлап кеткен. Иен Чжу оның күлетінін немесе жылайтынын білмеді. Бірақ ол оларды жай ғана жібермейді. Сотқа дейін де әкесі мен қызы келісіп қойған. Әкесі төрағаны өлтірмегенімен, бірақ Хен Чжу қазірдің өзінде тұзақ құрып қойған. Егер мен сенің кінәсіздігіңді басынан бастап жарияласам, Хен Чжу бұл шешімді өзгертіп, бізді қанішер етер еді. Бұл жолы оны қашу ақысы ретінде қабылдайық. Істі жабу өте оңай. Хен Чжу мұны қабылдай алмады. Сосын ол бұрылып, мен сені бұлай оңай жібермеймін, деді. Джи Иен үйге келгенде, Хен Чжу оны күтіп тұрған еді. Джи Иен оны 20-шы жылдық өшпенділігін ұмытып, жақсы өмір сүруге көндіруге тырысты. Олар сот тағайындаған жазаны да қабылдайды. Хен Чжу бұл әзілді естігендей болды. Бұл шынымен де 20-шы жылдық азаптың соңы ма? Джи Иен одан шынымен не қалайтынын сұрады. Ол Хен Чжудың өзі сияқты жалғызбасты адам болғанын қалайтынын түсінбеді. Мен сенің күйеуіңді алып кеткен жоқпын ба? Келесі сенің қызың болады. Джи Иен уайымдап, қызына тиіспеуді ескертті. Бірақ бұл ескерту есі ауысқан адамға әсер етпеді. Джи Иен қызын алып кету үшін сыныпқа кіргенде десерттердің еденге шашылып жатқанын көріп шошып кетті. Джи Иен одан неге жалғыз тығылып жүргенін сұрады. Ол оған көршісінің тәтесі маған десерт әкелгенін айтты. Бірақ мен оны елемедім. Ол менің әкемді ұрлаған ең жаман адам. Джи Иен қызының жарақат алуы мүмкін деген ойға шыдай алмады. Бірақ ол күйеуінің де қызының соңынан ергенін түсінбеді. Оның түпнұсқалығын растайтын сенімхат алғаннан кейін ол Швейцариядан $80 миллиард барлығын жалғыз өзі ала алады. Сондықтан ол қызына хабарлама жіберді. Ол одан келіп, әжесінің үйінде әкесімен бірге тұруын өтінді. Содан кейін ол анасына Хараны Швейцарияға апаруын өтінді. Сонда ол сенімен сол жерде кездеседі. Бірақ мен мұны күтпеген едім. Хен Чжу 2 минутта тоқтамады. Ол ережелерді сақтамай баспасөз маслихатын өткізді. Ким Шин Прапатис және адвокат Чао Вонг жұмыс істеп жатқан курорттың жұмысы тоқтатылды. Адамдар ашуланды. Егер жұмыс тоқтатылса, олардың шығынын кім өтейді? Ескі төраға қайтыс болды деп жауап бере алмайсың. Солай ма? Адамдар неғұрлым ашуланса, Иен Чжу соғұрлым бақытты болады. Өйткені оның мақсаты адамдардың ашуын Сао Ван қорына бағыттау. Көп ұзамай Джи Иенға досы қоңырау шалып, одан абай болуын өтінді. Адамдар сіздің үйіңізге келіп, қиындық тудыруы мүмкін. Сондықтан олар оны талдады. Олардың курорт салуға ниеті мүлде болмағаны белгілі болды. Олар адамдарға курорт салуды сылтауратып, ескі төрағаның ақшасын жымқырған. Енді олар бәрін төңкеріп жатыр. Бір жағынан бұл ақшаны жымқыру тәсілі, ал екінші жағынан бұл Чавунг кеңсесін жоюдың бір жолы болуы мүмкін. Әрине, олар үйге келгенде олардың үйінің бәрі граффитимен жабылғанын көрді. Оларға қоқан лоққы көрсетіліп, қорқытылды. Бақытымызға орай, олар дайын болды. Джи Иен оған қорықпауды айтты. Өйткені біз бәріміз заңгерміз. Сондықтан адамдардың бізге алыстан анда-санда ашуланғаны дұрыс. Содан кейін ол қызынан көшкісі келетінін сұрады. Мен оның бұл туралы әкесіне айтады деп күткен жоқпын. Әкем шетелге кету үшін әлі де заттарын жинап жүрді. Кенет қызы оған көшіп бара жатқандары туралы зымыс хабарлама жіберді. Енді әкесі асығыс әрекет ете бастады. Ол Джи Иеннің қызын алып кетуіне жол бермейді. Өйткені Хен Чжу өзінің рұқсат етілмеген әрекеті туралы бастығы Чой Хосикке хабарламаған. Чой Хосик ашуланып, одан жынданып кетті ме деп сұрайды. Бағдарламаның осы уақытқа дейін тоқтатылуы компанияға шексіз шығын әкеледі. Бірақ Хен Чжу қазірдің өзінде қарсы шара ойлап тапты. Оған қылмыстарының дәлелі бар USB дискісін беріңіз. Бұл менің тарапымнан алынған түпнұсқа дәлелдердің көшірмесі. Егер ол шектен шыққан бірдеңе жасаған болса да, сіз онымен келісуіңіз керек. Чой Хосик қарамағындағылар оны жақтайды деп күтпеген еді.
Бірақ Хен Чу Чой Хосикпен араласу оның ең жаман шешімі екенін білмеді. Чи Хеннің ең жаман қорқынышы орындалды. Оның қызын одан алып кетті. Және ол бұл туралы ештеңе істей алмады. Ол тек ашудан дірілдей алды. Оның артында тұр. Офицер бек те дәрменсіз. Баласына мұндай әке болуына кім рұқсат берді? Анасы мұның нені білдіретінін білді. Сондықтан ол ашуланып көршісінің үйіне барды. Бірақ ол енесінің жасырынып, оған қарап тұрғанын түсінбеді. Джи Йен одан неге бұлай істегенін сұрады. Ол мұны немересі үшін жасағандай кейіп танытты. Джи Йен бәрін түсініп, бірден Йен Джуға секірді. Ол Йен Джуды ұстап алып, оны ұрғысы келді. Бірақ қайын енесі бейтаныс адамға келінін ұруға көмектесті. Ол келінін қуып жіберді. Ол келіп, Хен Чуды қатты шапалақпен ұрды. Бірақ Хен Чу да вегетариандық емес еді. Көп ұзамай екеуі де полиция бөлімшесіне жеткізілді. Бірақ оның күйеуі шынымен де жақсы адам емес. Полицияның көзінше ол мұның бәрін әйелі жасағанын айтты. Күйеуінің сөзіне байланысты полиция оның темпераментті баласы онымен бірге тұруға жарамсыз деп шешті. Ол осы уақыт ішінде балаға бара алмайды, немесе онымен байланыса алмайды. Осындай шешім қабылдау арқылы күйеуі тезірек әрекет ете алады. Түнде әкесі қызына бұл туралы айтуды күте алмады. Шетелдегі бұл мектеп керемет. Мен сен үшін бәрін дайындап қойдым. Ертең әжеңмен бірге барасың. Мен сенімен 1-2 күннен кейін шетелде кездесемін. Қызым дауыстап ештеңе айтпады. Бірақ бұл оның анасын тастап кеткенін білдіретінін біледі. Джи Йен жылап жатыр. Ол оны көріп, онымен байланыса алмайды. До Джин Ву оған уайымдама деді. Ол ұялы телефонын пайдалана алады. Джи Йен қызына көзіне жас алып хабарлама жіберді. Оған маған шыдауын айт. Мен саған қайта хабарласамын. Осыдан кейін ол баланың әжесі оны тәрбиелеуге қабілетсіз екенін растайтын ақпаратты іздей бастады. Бірақ ол қызының әжесімен бірге шетелге кетуге дайындалып жатқанын білмеді. Қызының ойы өзгеріп кетеме деп қорыққан әкесі оған мектеп ең жақсы болады деп уәде берді. Бір қарағанда қызы келісті. Бірақ шын мәнінде ол онымен қалай күресуге болатынын ойлады. Ол әуежайға келгенде дәретхананы пайдалануға мәжбүр болды. Ол анасына хабарлама жібергісі келді. Әжесі есіктің сыртында тұрып, ұшақты тезірек ұшуға шақырады. Хабарлама жібергеннен кейін көп ұзамай қыз ештеңе болмағандай әрекет етті. Мұны білген анасы бірден әуежайға қарай жүгірді. Бірақ олар еш жерде көрінбеді. Ол неғұрлым көп іздесе, соғұрлым мазасыздана бастады. Сонымен қатар оның қызын соңғы рет көре алмағанын білді. Олар қайтып келгенде Ду Джин Ву оларға қарудың түсірген суреттерін көрсетті. Бұл олардың осы мектепке баратынын білдіреді. Менің досым оның қаншалықты ақылды екеніне тәнті болды. Ол шетелде болса да, оның қайда екенін біледі. Джи Йен тынышталды. Бұл жақсы. Ол күйеуімен және көршісі Хен Чумен араласуға көбірек күш жинады. Және ол жоспар құрды. Ең ерте 3 күннен кейін ол бәрін аяқтай алады. Енді ол Хен Чудан бастауы керек. Міне, Джи Йеннің табысқа жету қадамдары. Ол ұры Чой Хосикті тапты. Екеуінің де қандай да бір келісімге келгені көрініп тұр. Қызын әжесі елден алып кеткенін білгенде, күйеуінің соңынан еретінін түсінді. Әрине, күйеуі қазір жүгін жинап, Швейцарияға ұшуға дайындалып жатыр. Ең маңызды сәтте Месбек оған тап болған кезде өзін сабырлы етіп көрсетті. Ол одан елден кімнің атымен кетіп бара жатқанын сұрады. Керли полиция қызметкерін адамдарға елден кету-кетпеу туралы нұсқау беруге құқығы бар деп айыптады. Ол прокурордың үстінен шағым түсіреді деп күтпеген. Өйткені ол ұрып соққан әйел Чечудың жоғалып кетуіне басты күдікті. Бұл Чи Йеннің күйеуі Чаның елге кіруіне жол бермеу жоспарының бір бөлігі болды. Күйеуінің әкесі Чечу туралы ақпаратты жойды. Фирма басшысы бірдеңе дұрыс емес деп ойлап, барлық ақпаратты көшіріп алды. Содан кейін ол оны Джи Йенге берді. Джи Йен оның дұрыс айтқанын білді. Чечу қайтыс болғанына қарамастан, оның әлі де ағасы бар. Егер өртенген дене ағасының денесімен сәйкес келсе, бұл оның өліміне Хек кінәлі екенін дәлелдейді. Ол күдікті болса да, елден кете алмаса да, бірақ Хек Дже бәрібір бас тартқан жоқ. Сондықтан ол Юн Джуды тапты. Бірінші, ол оны сен мені кек алу құралы ретінде пайдаланғанды ұнатасың деген сөздермен алдады деп айыптады. Бірақ мен осындай жағдайға тап болдым. Және мұның бәрі бекер болды. Сіз ақшаға мән бермейсіз. Бірақ мен 80 миллиард доллардан бас тартқым келмейді. Мен Йен Джу бұл туралы оған еске салады деп ойлаған емеспін. Тезірек барғаныңыз жөн. Өйткені генетикалық талдау нәтижелері 1 аптадан кейін жарияланады. Курц мұның нені білдіретінін түсінбейді. Хен Чу күліп, білмейсің бе, солай емес пе? Хек Джи Йен маған бұлай жасамас еді деді. Бірақ келесі сәтте ол Джиенді тапқанша күте алмады. Ол үйге келгенде асығыс ақпарат іздей бастады. Джиен оған уақытты босқа өткізбеуді бұйырды. Барлық ақпарат прокуратураға жіберілді. Ашуланған Кук Джа үйді жарып жіберді. Хен Джу үйге келгенде ол өзін жаман сезінді. Терезелер мен есіктер сынған. Содан кейін ол тез жоғарыға көтерілді. Аралас құлпы бар ашық жәшікті көргенде басы айналып кетті. Ол ішінде бастығы Чой Хошиктің деректері бар екенін білді. Ол Enter пернесін басқаннан кейін Чой Хошиктің өмірі жойылуы мүмкін. Бірақ мен оны ұрлап кетеді деп ешқашан ойламаппын. Мұны көрген Хен Чу есінен танып қалады. Джи Йен мұнда қауіпсіздік камерасын орнатқан екен. Хен Чудың көмекшісінің арқасында ол бақылау орнаталды. Өйткені Хен Чу көмекшісінің әкесіне лақтырған дәлелдерін тапты. Менің әкем қазір түрмеде отыр. Ескі төраға сіз берген сапасыз дәрі-дәрмектің кесірінен қайтыс болды.
Сондықтан маған тек дәрігердің рецепті мен дәрі-дәрмекті қалай қабылдағаныңыз туралы бейнежазбаны беруім керек. Сен қалған өміріңді түрмеде өткізесің. Сондықтан көмекшіге ымыраға келуге тура келді. Джейн Чой Хосикке оған бірдеңе алуға көмектесуі керек еді. Сондықтан ол өз күшін күресу үшін пайдалана алады. Хен Джу да сапарының аяқталғанын сезгендей болды. Сондықтан ол терең демалды. Ол соңғы әрекетті жасағысы келеді. Жекпе-жекті бастамас бұрын ол түрмедегі Джейннің әкесіне қонаққа барды. Ол оған сенің кесіріңнен қызың өлімінен де жаман өмір сүріп жатқанын айтты. Содан кейін ол төлқұжатын алып кетіп қалу үшін үйіне тез жетуге тырысты. Бірақ ол жерге жеткенде бірдеңе дұрыс емес екенін түсінді. Есікті ашпау керек еді. Сондықтан ол үйіне кім кіргенін көру үшін жоғарыға көтерілді. Ол көмекшісінің сейфтен қолма-қол ақшаны қалай тез алып кеткенін байқамады. Ол ашуланды, бірақ көмекшісінің өзін одан да жаман ұстағанын түсінбеді. Оның төлқұжатын жыртып алу оның елден мүлдем кете алмайтынын білдірді. Бұл Хен Чудың табысына дәл осылай әсер етті. Содан кейін ол пышақты алды. Сосын еш ойланбастан көмекшісінің мойнына пышақ сұғып алды. Ассистент Хен Чу мұндай қатыгез болуы мүмкін деп ешқашан ойламаған. Бірақ сол кезде оған Хоук Дже телефон соқты. Ол оған телефон соғып, оның қайда екенін сұрады. Мен заттарымды жинап, саған келемін. Хен Джу жайбарақат душ қабылдап, сыртқа шықты. Хек Дже еденде жатқан көмекшіні көргенде қатты қорқып, сөйлей алмай қалды. Ол Хен Джудан тезірек кетуін өтінді. Әйтпесе ол қалған өмірін түрмеде өткізеді. Хек Дже егер Хен Чу қамауға алынса, ол Чудың банктік шотын аша алмайды деп қорықты. Сондықтан ол Хен Чуды өзімен бірге елден тез арада кетуге көндіргендей кейіп танытты. Ол қазірдің өзінде қашып кететін қайық тауып алды. Біз бұл жерден кешкі 10-ға дейін кетеміз. Жақында Хен Чуды Хек Дженің қайығына мінгізді. Бірақ дәл осы кезде Хен Чу кенеттен компанияның жүк жәшігін тауып алды. Ол кенеттен оның мағынасын түсінді. Хек Дженің жақсы адам емес екені рас. Контрабандада табысқа жету үшін ол Чой Хошикпен келіссөздер жүргізді. Ол оны Швейцарияға жеткізуге жауапты болған кезде мен сізге Хен Чудан құтылуға көмектесемін. Сондықтан оны ешкім болжай алмайды. Хи Чу да оған $80 миллиард қажет емес екенін айтты. Хен Чу жағдайдың нашар екенін түсінгенде ол қайтып оралғысы келді. Бірақ тым кеш болды. Хек Дже оған қарсы өз қадамын жасап үлгерді. Хек Дже оған соңғы рет пышақ сұғып жатқанда оны біреудің аяғы қағып кетті. Чейен дер кезінде келді. Егер Чейен Хен Чудың үйіне жасырын түрде бақылау камерасын орнатпаса, ол бұл жерді оңай таппас еді. Бірақ Хен Чу оған алғыс айтпады. Оның орнына ол одан үлкен сыйлық алды ма деп сұрады. Осы кезде Джейеннің ұялы телефоны шырылдады. Ол әкесінің түрмеде өз өмірін қиғанын және әлі де жедел жәрдем бөлмесінде жатқанын білгенде, Чейен Хен Чудың әкесіне бірдеңе істегенін білді. Хен Чу әлі күнге дейін алғашқы медициналық көмекке лайық емес адамға қарғыс айтады. Чейен әлі де парасатты және Хен Чуды заң бойынша жазалағысы келеді. Сондықтан ол ештеңе істей алмайды. Бірақ Хек Дже қарсылық көрсетіп, До Чин Вуды жерге құлатты. Содан кейін ол Хен Чудың қасына кісі өлтіретін сөзбен келді. Чейен оған оянып, сол қателікті қайталамауды бұйырды. Бірақ Хек Дже Чейенға жолдан шығуды бұйырды. Чейен кетіп қана қоймай, Ен Джуды да қорғады. Ду Чин Вуға қара, ол ақырын жақындап келеді. Бірақ Ен Джу Чейеннің қолында өзенге секірді. Ду Чин Ву үндеместен суға секірді. Хек Ченің аяғы дірілдеп кетті. Содан кейін оның жүзінде жеңісті көрініс пайда болды. Бақытымызға орай, полиция оларды тапқан кезде олар жағаға жетіп үлгерді. Тек Хен Чужу ғана әлі ес-түссіз жатыр. Бірақ ол оны күтіп тұрған түрмеден қашып құтыла алмайды. Екінші жағынан Швейцария банкіне сәтті жетті. Ол Чечу есімімен еркін қол қойды. Егер ол аудиттен өтсе, ол өз шотына $80 миллиард ала алады. Осы уақытта полиция күйдірілген мәйітті тауып, оны Тичудың ағасының дыңқысымен салыстырды. Нәтижелер марқұмның шынымен де Тичу екенін көрсетеді. Осы есеп арқылы Интерполды бүкіл ел бойынша жұмылдыруға болады. Швейцария тарапы есеппен танысты. Мөр қолма-қол ақшаны алуға болатынын білдіреді. Бірақ сол кезде қоңырау түсті. Сатушы сенің шынымен Тичу екеніңді білгісі келеді. Хектің жүрегі тамағының бір жерінде соғып тұрды. Сондықтан ол паспорты көлікте мен оны алып кетуге шығамын дегенде кейіп танытты. Шын мәнінде ол өзінің жеке басы анықталғанын білді. Үйден шыққан бойда ол тез жоғалып кетті. Содан кейін ол Чой Хошикке қоңырау шалып, не істеу керектігін сұрады. Енді шоттан ешкім ақша ала алмайды. Қоңырау шалушы қатты өкінетінін айтты. Сосын оған сыйлығы барын айтып, қабылдауын өтініп, телефон тұтқасын қойды. Басын бұрса, өзіне қарай келе жатқан үш үлкен кісіні көрді. Оның бойында жағымсыз сезім пайда болды, бірақ ол тым кеш болды. Олар оған аман қалуға мүмкіндік бермеді. Көп ұзамай Хек жартылай өлгенше соққыға жығылды. Егер полиция оның жанынан өтпесе, ол осы жерде өмірін аяқтайтын еді. Бірақ өкінішке орай, оған дер кезінде көмек көрсетілсе де, Хек Дже қазірдің өзінде вегетативті күйде. Ен Джудың жағдайы онша жақсы емес. Ол қалған өмірін түрмеде өткізеді. Чи Ен қызын енесінен алып кеткен. Өйткені ол ұлына көмектесті. Ол Чечуды өлтіргені үшін қамауға алынды. Чи Еннің әкесі аман қалды. Оның немересі бар. Чи Ен жеңіл демалды. Ол бәрін өзі шешкеніне қарамастан. Мен оның неліктен өзін қатты күйзеліске ұшыратқанын білмеймін. Бірақ ол өзінің жалғыз екенін анық біледі. Мүмкін бұл оның қайта туылуының жаңа мүмкіндігі шығар. Ол оны бағалауы керек.